Шамал түсір. 1 2 1. Чуть-чуть. Ал, бастайық онда. Ал, бастайық. Мына біздің ұйымдастырушыларымыздың қателіктері үшін кешірім сұраймыз. Біріншіден, осы іс-шараға атсалысып жатқан Жас Отан партиясы және Жастар ресурстық орталығына бізді Алматы қаласынан шақыртып жатқан алғысымызды білдіреміз. Одан кейін Қызылорда мемлекеттік университетінің ұйымдастырушылары және ректоратқа, деканатқа көптен көп алғысымызды білдіреміз. Мен негізі өзім Алматы қаласынан келдім, сіздер үшін арнайы бізді шақырды, осылайынан жас кәсіпкерлерді халыққа осылайынан өздеріңіздің бизнестерін жасап жатқан бизнестеріңізді бөліссеңіздер деп шақырған болатын. Соған бола мен негізі осылайынан Алматы қаласы бүгін таңертең түсте келдім. Таңертең 10-11 кезінде келдім. Жалпы бүгінгі мастер-классымыздың тақырыбы Қытаймен бизнес деп аталады. Өзімді таныстыратын болсам, есімім Елдос Қуанышбекұлы, бизнес бастау кәсіпкерлік мектебінің Қытайдан тауар алдыру бағыты бойынша эксперт тренермін. Бизнес бастау деген кәсіпкерлік мектеп естігендеріңіз бар ма? Кім естіді? Ахметбек Нұрсұлы деген азамат бар, иә? Ахметбек Нұрсұлы ағамыздың біз шәкірт болып келеміз осы Алматы қаласынан, сіздер үшін келдік. Одан кейін Шопикон интернет дүкендер желісінің негізін қалаушым. Шопикон деген естігендеріңіз бар ма? Шопикон интернет дүкендер желісі. Бізде Шопиконның қазіргі таңда Қазақстан бойынша 15 қалада, одан кейін Ташкенттен аштық, жақында осы бір апта бұрын ғана, одан кейін СНГ-да, тағы да Бішкекте. Жалпы көлемі бізде 17 қала бойынша біздің филиалдарымыз бар. Міне мынау біздің филиалдарымыздың мекен жайлары деген сияқты мынау Астана қаласы, мынау Атырау қаласындағы суреттері, заттары. Жалпы бізде интернет-магазин негізі 700 түрлі хит тауарларды сатумен айналысамыз. Оптом және розничный бағада Қытайдың тікелей зауыттарына сапалы тауарларды, міне мына жерде электросамокат, ноутбук деген сияқты барлық халыққа қандай заттар керек, сол сияқты заттарды негізінен Қазақстан бойынша және қазір СНГ көлеміне осы 2 ай болып шыққанымыз СНГ көлемі бойынша сатумен негізі айналысамыз. Мынау біздің тұрақты клиенттер, біздің жұмысшылар, біздің коллектив деген сияқты әр қаладағы филиалдардағы складтардың суреттері. Одан кейін мынау міне біздің мекен жайлары. Бізде головной офис Астана қаласында орналасқан, Республика Сейфуллина көшелерінің қиылысында. Алматыда 2 магазин, одан кейін мынау мекен жайлар. Бізде қазір Қазақстан бойынша онлайн көріп отыр, сондықтан мына онлайнықтарға сіздер қай қаладан көріп отырсыздар, сол қалалардағы магазиндерде барып, немесе туыстарына жіберіп, заттарды қолдарыңызбен ұстап көрсеңіздер болады. Міне мынау біздің филиалдардағы дүкендердің мекен жайлары. Ташкенттен жақында ашылды, қазір адресі енді жазылады. Енді не үшін Қытаймен бизнес деген бағытты мен таңдап алдым? Жалпы Қытаймен бизнес менің өзімнің көптеген туыстарымда Қытайда келген, одан кейін достарым, группаластар, класстастарым деген сияқты барлық көп адамдар негізі Қытаймен байланыста менің қарамағымда жүрген адамдар. Жалпы жездемде деген сияқты. Одан кейін оларды қарасаң барлығы жап-жас 23-24 жастағы жігіттер бірден өздерінің жағдайларын жасап, бірден осы көтеріліп алған, енді былайша айтқан кезде, қазақша айтқан кезде. Сол себепті таңдадым. Одан кейін сіздер білесіздер ма, білмейсіздер ма, бізде заттар келген кезде, мысалы жалпы технодом болсын, сулпак болсын, бағалары ең жоқ дегенде 2-3 есе наценкімен сатылады сіздерге. Оны қазір мен сіздерге көрсетіп беремін, дәлелдеп қалай зауыттардың бағасы қалай шығады. Мысалы қарапайым ноутбуктер сіздер алып отқан, 250 мыңға аласыздар, мысалы Core i5 1 терабайт деген сияқты ноутбуктер. Ол ноутбуктер Қытайда как минимум 2-3 есе арзан тұрады. Сондай накруткамен қосып сатуға болатын заттарды көрген кезде мен басқа бизнеспен айналысуға вообще желанием келмей қалды. Одан кейін Ахметбек Нұрсұлы ағамыз айтады, кез келген бизнесті негізі жолға қою үшін ең жоқ дегенде 3 жыл уақыт кетеді деп. Минимум 3 жыл уақыт кетеді кез келген бизнес системаға қойып, одан прибыльға шығарып алуға. Ал мына Қытаймен бизнеске 1 жыл уақыттың өзі өте көп. Өткен жаңадай ең басында біздер мен бастаған кезде iPhone телефондар әкелумен бастағанбыз технодомға 5S 32 гигабайттық телефондарды. Біздер өте арзан бағасын әкеліп келдік. 2-3 есе қосып саттық біздер көпшіліктің нарықтың бағасымен сатқан кезде 2-3 есе наценкімен. iPhone 5S-терді мысалға 58 мыңнан әкелетіміз. Ол кезде 2015 жылдары технодомда 156.990 теңге деп тұратын. Дұрыс қой. Содан кейін мен көзім жанды да, жаңағыдай андай үстіне ақша қосып сатуға болатын нәрсе халық алады,
ешкім жаңағыдай наразылық білдіріп жатқан жоқ, неге қымбат сатып жатсыңдар, алмаймыз деп айтып жатқан жоқ. Бәрі одан сайын ақша жоқ болса да ақша тауып келіп алып жатыр. Соны көрген кезде мен көзім жанып, осы Қытаймен бизнес жасауда айналысып, мен енді өздеріңіз алдарыңызда тұрмын, жап-жас болып осындай филиалдар ашып, дүкендеріміз жүйеге қойып. Сол үшін мен Қытаймен бизнес таңдадым. Енді жалпы Қытай туралы фактілерге келетін болсақ, ресми деректерге сүйенетін болсақ, Қытайда 1 миллиард 379 миллион адам тұрады. Бұл ресми, бейресми деректер бойынша 2 миллиардтан астам адам өмір сүреді қазіргі таңда. 2 миллиард адам болғаннан кейін конкуренция ол жақта жестко. Китайға барған адамдар болса, жұмыс күші арзан. Адамдар таңертеңнен кешке дейін кешкі ас үшін жұмыс істейді ол жақта. Конкуренция жоғары болғаннан кейін заттың бағасы да есептен төмен. Одан кейін ақш-тың 30% тауар айналымы Қытаймен құрайды. Мына факт. Бұл деген сөз Америка құрама штаттарына кіретін әр 3 тауардың біреуі Китайдан кіреді деген сөз. Америкада 3 тауардың біреуі Китайдан кіреді. Одан кейін СНГ бойынша СНГ-ның 90% тауар сауда айналымы Қытай мемлекеттерімен құрайды. СНГ-да тек қана Қазақстан емес, барлық Ресей, Украина, Өзбекстан деген сияқты мемлекеттер кіреді. Соның міне 10 тауардың 9-ы Қытайдан кіреді деген сөз. Мынау да факт. Бұдан біз қашып кете алмаймыз. Одан кейін Китайға барған адамдар болса, білет, базарлар жабылып жатыр. Кім барды Китайға? Китайда болған кісілер бар ма? Базарлар жабылып жатыр. Одан кейін заводтар қазір жабылып жатыр. Жабылып жатқанда қалай? Қазір біздегідей мынау бізде базарлар бар ғой, жаңа базар деген сияқты. Сол сияқты базарларда ешкім арендовать етіп отпайды. 200-300 мың теңге мысалы береді, ол бутиктер аренда. Ондай қазір жүйе ол жақта жоқ. 4-5 жыл болды, уже 10 жылдан кейін бізге де келеді құдай қаласа. Яғни біздің де дүкендер жабылады да, барлығы складтардан отырып интернет арқылы сатады заттардың барлығын. Китайда осы жүйе уже келді. Адамдар базарды аралап заттар алмайды, қазір Китайға барып жүрген адамдар болса. Заводтар да осылай бірыңғай телефонға, компьютердің режиміне өтіп алды. Ол бізге де жақсы негізі. Бізге уже Қазақстанда отырып, кез келген әлемнің нүктесінде отырып, Китайдың заводтарынан заттарды тікелей өзінің бағасына алуға мүмкіндік алып келді. Китайда одан кейін бір қалада тек қана бір заттың түрін ғана шығарумен айналысады. Яғни мына Қызылорда облысын алсақ, Қызылордада шина шықса, Алматыда бір А4 қағаз шығады. Ол конкуренцияға өте мықты көмектесті, және де одан кейін шикізаттың шығуына байланысты шығады ол жақта. Мысалы Қызылордада бізде не шығады? Мысалы күріш шықса, күріште шығатын өнімдер шығады деген сияқты. Бір қалада тек бір заттың түрін шығарумен айналысқаннан кейін оларда заттың бағасы да өте төмен бағада болды. Китайға қазір конкуренция түсетін ешқандай мемлекет жоқ. Қолма-қол ақшамен ешкім қолданбайды. Білесіздер, қолма-қол Китайға барыңыздар. Китайға бару үшін сіздерге загран паспортпен соткаларыңыздағы WeChat дейтін программа бар, WhatsApp сияқты. WeChatпен загран паспорт болса болды. Ол жақта ешкім ақша ұстап, тиын ұстап, бұндай қалталарына салып жатқанын көрмейсіз. Бізде өкінішке орай бізде бар, Қазақстанда әлі апаларымыз бар, үлкен кісілер, банкоматтан ақша шеше алмайтын, иә? Рас қой, шеше алмайтын кісілер бар. Ол жүйеден олар уже баяғыдай өтіп кеткен. Шешуіміз қазір уже телефонмен төлейді. Кафеге барсаңыздар да, базардан зат алсаңыз да, балаңызға тамақ алсаңыз да, не алсаңыз да соткамен төлейсіз болды. Бір телефон и бір паспорт. Одан кейін интернет саудада Alibaba деген компанияны естулеріңіз бар ма? Alibaba Group компаниясы міне 98 жылы Китайдың бүкіл заводтары мен дүкендерін интернет платформаға отырғызды. Китайдың экономикасының дамуына негізі өте үлкен үлесін қосқан. Джек Ма деген азамат Китай бойынша бірінші орында тұрған, состояниесі бойынша 43,5 миллиард ақш доллар. Осы кісі келгеннен кейін бізге де неге жақсы болды. Біздің адамдар енді 98-ге дейін негізі әлі де барып отыр адамдар, бізде Китайға барып зат алып келіп жатқандар бар, дорба-дорба. Көбінесе жағдай әйел кісілері базарда отырады, дүкендерінде, ерлері Китайға кетеді 10 күн деп ақшаларын құртып. Китайға ең аз дегенде ақша 800 мың теңге кетеді барып келгенге. Оның жаңағыдай загран паспорты бар, ішінде жолақысы бар, шаршайды. Одан кейін әлі күнге баратын адамдар бар. Енді 98 жылы мына кісі келген кезде уже бүкіл заводтарды соткаға және компьютерға енгізді. Адамдарды сырттан келіп заттар алып кетуге андай керек емес қылып тастады. Яғни сіз 800 мың теңге мысалы жолға құртатын болсаңыз, бір аптада Китайға барып келгенге, сіз үйіңізде отырып заттарды өзінің бағасына ала аласыз. 98 жылдан бастап. Қазір уже 20 жыл өтіп кетті. Мына мүмкіндіктің болатқанына 20 жыл өтіп кетті. Әлі көп адамдар оны білмеймін енді сенбей ма, әлі сегізкемей ма, әлі қалай. 20 жылдан бері міне Китайға бармай-ақ 800 мың теңге ақшаларыңызды қалтарыңызға салып қойып, заттарды тікелей заводтардан, сол ноутбуктерді технология сатып жатқан, сол телефондарды сіздерде ала аласыздар. Сондай мүмкіндікке алып келді мынау кісі. Сол Alibaba Group компаниясы бір күнде 25 миллиард долларға сауда жасайды екен. Яғни бүкіл заводтар 25 миллиард долларға сыртқа товар шығарады. 25 миллиард теңге емес,
$25 миллиард. Мынау $25 миллиард деген Қазақстан Республикасының тендерға ойнататын бүкіл бюджетінің несі самұрық қазынадан осындай ақша бөлінеді, бір жылдық бюджет. Бүкіл Қазақстанның мемлекет мекемелерін қамтитын ақша. Соны бір-ақ күнде істеткен олар. Одан кейін бәсекелестік өте жоғары болғаннан кейін заттарда өте төмен, адам көп, жұмыс күші өте арзан тұрады. Енді Қытайда алып сауда алаңдары деген түсінік бар. Қытайдың жаңағыдай экспортқа және экспортқа шығатын тауарлары екі түрлі бағытпен шығады. Бірінші оларды айтамыз, біздер жаңа сайттар дедік қой, сайттарға заводтар тіркелген, Китайдың барлық заводтары белгілі бір сайттарға тіркелген. Оның бірі бағана айтқан Alibaba.com сайты. Енді сол алып сауда алаңдарын біз екі топқа бөліп қарастырамыз. Ішкі нарыққа арналған, яғни сыртқы нарыққа арналған. Ішкі нарық деген ол Китайдың азаматтарына ғана арналған. Енді Китайдың азаматтары ақша тауып, байысын деген сияқты. Ол естественно арзан, ішкі нарық өткені. Одан кейін сыртқы нарыққа арналған, сыртқы нарыққа уже доллармен кетеді, басқа Қытайдан басқа, Қытай мемлекетінен басқа азаматтарға, басқа мемлекеттердің адамдарына арналған порталдар. Енді алып сауда алаңдары міне AliExpress, барлығымыз білеміз ғой AliExpress. Көп адамдар осын қолданады, осы затты алған кезде ең арзан бағада алып жатырмын деп ойлайды негізі. Бірақ мынада мен айтайын сіздерге 2-3 есе қосылады, ең аз дегенде. Одан кейін мынау осы порталмен бизнес жасайтын адамдар бар. Мынадан 2 айда келеді заттар. Білмеймін қалай жасайды 2 айда мен не зат заказ берген. Жоқ, көлеміне байланысты сіз үлкен зат берсеңіз тез келеді. Мен заказ беріп көрдім, 2 айда келеді, ең аз мен 45 күнде ма келді. Мен уже не заказ берген ұмытып қалдым, маған AliExpress-пен бизнес жасау келмейді. Одан кейін Alibaba. AliExpress негізі ол посредник, ешқандай завод ештеңе жоқ. Ешқандай гарантия бермейді товарыңызға. Түсінбедің? Тек сатады, посредник. Оның ішінде орыстар да бар, қазақтар да бар сататын. Той. Alibaba.com порталы, одан кейін 1688 деген портал естілеріңіз бар ма? 1688 дочерная компания Taobao.com. Китайдың азаматтарына арналған, өздері ақша тауып сыртқа зат сатсын деп арзан бағада қойып қойған портал. Мынау портал қытайша тек қана, бағалары юаньмен көрсетілген. Taobao деген брендовый заттар сатады. Біз алып жүрген Nike, Adidas, Mango, Louis Vuitton деген сияқты брендовый заттар Taobao.com порталында қазір жазып алыңыздар, үйлеріңіз болғаннан аралап заттарды көрсеңіздер болады. Енді осы порталдарды екіге бөлеміз дедік, сыртқы нарыққа арналған, яғни ішкі нарық. Сыртқы нарыққа арналған міне AliExpress. AliExpress жаңағыдай қымбат сайт негізі. Бизнесмендер затты алып сатуға арналған сайт. Бізде қазақтар осы порталдан алады заттарды, ақшаларын экономдамайды, желініп жатыр. Одан кейін Alibaba.com. Alibaba'да 3 миллион түрлі завод бар. 6 миллион түрлі заттың түрі болатын болса, соның 3 миллионы заводтар. Кәдімгі завод. Сіздер тікелей Қытайға бармай, Қытайға барсаңыздар да осы Alibaba-ның заводтарына барып көрсеңіздер де болады. Қытайға бармай-ақ осы заводтарды кәдімгідей онлайн режимде Skype-пен, WhatsApp-пен деген сияқты звондап, кәдімгі 400-500 адамды Қытайда жұмыс істеп жатқанын үстінен көріп отыруыңызға болады. Жаңағы ноутбук заказ бердіңіз ба, ноутбукты қалай құрастырып жатқанын, жаңағыдай материнский плата салып, деген сияқты клавиатурасы салып көруге болады. Онлайн аралау деп айтамыз бұны біз Қазақстанда отырып. Зат көп алу керек емес, қазір мен сізге көрсетемін дәлелдеп. 1 штуктан бастап ала беруге болады. Сондай түсінік бар, мен көп адамдар айтады, Китайдың заттарынан зат алу үшін 1000 штук алу керек деген сияқты. Ондай емес, қазір мен көрсетемін. Одан кейін міне Alibaba.com платформасының Қытайларда осындай бір пословица бар. Alibaba-да егер товар жоқ болса, онда ол товар Китайда жоқ. Яғни бүкіл товар осы Alibaba-ға, яғни бүкіл заводтар Alibaba платформасына тіркелген деген сөз. Той, жақта бағалар доллармен көрсетілген. Енді ішкі нарыққа арналған сайт. Бізге маңызды сайт осы. Негізі бір 70-80% жұмысымыз осы порталдармен жұмыс істеледі бізде. 1688 және Taobao. Бұған негізі өкінішке орай бізде Қазақстанда, Өзбекстанда және Ресейде доступ жоқ, берілмеген. Доступ берілмеген. Өйткені бұл Қытайдың өздеріне арналған ғой. Қытайдың сіз азаматы болу керексіз, негізі мына тіркеліп заттар алып сөйлесу үшін. Просто сайт сізге ашылады қазір. Бірақтан сіз заттарды заводтармен сөйлесе алмайсыз. Неге сөйтіп сонда шектеу қойған? Бірақтан ол тек өздеріне ғана істеген нәрсесі. Бізге бұның біз амалын таптық. Біздің менің қарамағымда жүрген жігіттердің барлығы келе жаңағы Назарбаевский университет пен Сүлеймен Демиров университетінің айтишниктері осының біз порталына кіріп базасын былайша айтқанда сындырдық. Қазақстанда мен айта аламын, гарантия бере аламын, мындай мына заңды ойындауыңыз. Соны бірден айтып кетейінші. Мысалы, ол сыртқы нарыққа рұқсат берілген біздің мемлекетіміздің қарым-қатынас жасап тұрған есебі ғой енді. Ал біз ішкі нарығын оны бұзып сындырсаңыздар сіздер, ертең біз ақшамызды аударып жіберіп затсыз қала алмай жоқ, ондай емес. Ондай жоқ.
бізде бұны бұзып сындырған дегенде біз сындырып жаңағыдай КМБ арқылы ондай емес. Жол тапқан кезде негізі белгілі бір мемлекеттерге бар бұған рұқсат. Біз сол мемлекеттер арқылы тіркелдік негізі. И қазір соны бүкіл біздің адамдарға беріп жатырық, өзімізге былайша айтқанда конкурент етіп жатырық заттарды. Достық бар я, бізде ғана, бірақтан біз істей аламыз. Білмеймін, Қазақстанда мен кездестірмедім әлі ондай достық алып, осы прямой. Негізі адамдар Қытайдың азаматтары осы жаққа келеді да, қазақтар ғой, Қытайдан көшіп келген адамдар, осыған кіріп, осыда оларда регистрациялар болады, баяғыдан бері Қытайда тұрған ғой өйткені. Солар услуга жасайды осымен, кәдімгі адамдарға 20% қосып заттарды әкеп беріп отырады. Сондай услуга бар, бизнес түрі бар негізі. Ал біз оны сындырдық та, өзіміз әр адам тура біз қалай себестоимостьпен алып отырық, басқаларды солайынан алатындай қылып мүмкіндік істедік. Сол үшін де негізі біз құндымыз деп айта аламын сөзсіз. Кіруге болады, қазір көрсетем қалай кіруге болады. Енді Қытайда бірінші ақпарат алып алыңыздар, өндіруші аймақтар деген бар. Жаңа айттым ғой, бір қалада тек қана бір заттың түрін шығарумен ғана айналысады деп. Енді міне Пекин білеміз, ол бәріміз білеміз, астанасы Пекин. Пекинде бұрын зауыттар болған, қазір өкінішке орай зауыттар жоқ. Неге? Өйткені Пекин әлем бойынша ең лас қала жаңағыдай белгісі номинат болды. Сол себепті Қытайлар онымен күресейін деп зауыттардың барлығын мұхиттардың жағасына қарай, яғни Китайдың шет жақтарына қарай ысырды. Енді міне Тяньцзин қаласында негіз заттар іздейтін болса, жаңа айттық, өндіруші аймақ. Бір қалада тек қана бір заттың түрін ғана шығарумен айналысады. Тяньцзин қаласында металдар, электродтар, құбырлар, міне Хэбэйде дәрі-дәрмектер, көтерме заттар, металлургия, Циндао, шина, арнайы жабдықтар. Мына бізге тендерден заказ келеді, осы Циндаода аламыз шиналарды. Тяньцзин құрылыс заттары, құрылыс материалдарымен сатумен, әкелумен айналысатын кісілер болса, жалпы заттарды бұрын соңында Қорғас, Үрімшіден алып жүрген кісілер бар ма негіз? Қорғасқа барып, туыстарыңыз, таныстарыңыз бәрі бар ғой, Қорғасқа барып жағдай әкеп атқан, көбісі ойлайды, мен түсінбейді. Қорғас дегенде Қытай деп ойлайды. Қорғас деген ол Қазақстан мен Қытайдың ортасында тұрған шекара ғой, ол Алиэкспресстен де қымбат жер ғой былайша. Бархолкадан да қымбат жер ғой. Сол жақта алып келеді заттарды. Одан әрі кетсе Үрімшіге алып келеді. Китай деген ол емес. Китай енді аймағына кіретін шығар, бірақ Китай деген ол ішкі Қытайда мұхиттың жанында жатқан зауыттар. Үрімшіге заттарды Қытайлар әкеліп қосып сатады. Қорғасқа даже Үрімшіден әкеліп қосып сатады. Ол Китай емес. Китай деген менен алады. Міне, әр қалаларда өзінің арнайы шығаратын заттары бар. Осы сіз заттарды әр өзінің қаласынан іздейтін болсаңыздар, неғұрлым по себестоимости аласыздар, өзінің бағасына. Болады, мысалға, сіз Алматыда, жаңа айттық қой, Алматыда А4 қағаз шығарады, Қызылордада шина шығарады дедік, сіз болады А4 қағазды Алматыдан алып алуға. Бірақта сіз оның жол ақысына төлейсіз бәрібір. Ал егер сіз прямой жаңағыдай өзінің қаласына алатын болсаңыз, неғұрлым арзанырақ аласыз. Міне ИУ деген қалада тұрмыстық заттар шығады. Тұрмыстық заттар дегенде барлық жаңа бытовой техника, одан кейін сумкалар, киімдер барлығы осы ИУ қаласы шығады. ИУ деген осы 20 миллионнан аса адам тұратын Қытайдағы ірі қалалардың бірі. Мынау ИУ қаласын аралауға, зерттеп көрсеңіздер болады, ИУ-ды Google-ға жазып. ИУ қаласын аралауға бір адамға 6 жыл уақыт кетеді зауыттар мен дүкендерін аралап шығуға. Үлкендігі 6 жыл уақыт кетеді. Қазір уже одан да көбейіп жатқан шығар, үлкейіп жатыр ғой өйткені. Ең үлкен зауыттар орналасқан қала осы ИУ болып табылады. Гуанчжоуда міне тоқыма өндірісі, киімдер, куртка біз алып отқан жаңа немене барлық джинсы дейді. Джинсиді біздер Бішкектен әкеліп келеміз ғой. Бішкекке анау Гуанчжоудан кетеді негізі. Оны білесіздер, Бішкекте арзан деп отыр. Бірақ та сіз Гуанчжоудан алсаңыз, сіз Бішкектен алып отқан өзінің бағасын алуға болады. Гуанчжоу қаласында міне киімдердің барлығы осы міне. Киімді ИУ-дан да алуға болады. Бірақ та уже сіз Гуанчжоудан арзанырақ ала алмайсыз. Одан кейін Шэньчжэнь қаласы, электроник әлемі. Шэньчжэньда біз бүкіл тоқпен істейтін камера, телевизор, ноутбук, телефон, iPhone XS деген сияқты барлық тоқпен істейтін заттарды осы Шэньчжэнь қаласынан алсаңыздар болады негізі. Фашаньда жиһаздар, міне анау бізде тендер айналысатын кісілер бар ма? Тендер туралы хабар бар кісілер. Міне жиһаздар бізге заказ көп келеді, осы Фашан қаласынан негізі іздеу керек заттарды. Фашан мебельдер. Ішкі Қытайда оңтүстік шығысында орналасқан. Гуджан қаласы шырақтар, асма шамдар деген сияқты. Тоже тендерщиктер осы шырақтарға заказ берген кезде осы қалалардан бізге заттар келеді. Семенде мәрмәр тастар, Бэнчжоуда аяқ киімдер. Киімдер Гуанчжоудан шығады, бірақтан аяқ киімдер Бэнчжоудан шығады, бізге келіп жатқан. Одан кейін Китайда міне сантехникалар, Чаочжоу деген қалада шығады, керамикалық тастар. Сантехникаға бізге көбінесе турбинаны іздетеді, жаңағыдай пластиковый турбиналар деген сияқты нәрселерді бізде батыс жақтардан көбінесе іздетеді, құбырларға қатысты. Мынау да міне өте маңызды ақпараттар. Осы қалаларда сіз заттар іздеген кезде неғұрлым өзіндік бағасын алуға болады. Енді Китайға біз қалай байланысамыз?
зауыт өндірушілермен қалай байланыс жасауға болады. Бізде WhatsApp деген программа бар, WhatsApp, Instagram бар, YouTube, Google. Осы 4 программамен біз негізінен көбінесе қолданамыз. Бірақтан қызығы Қытай мемлекетінде осы 4 программаны қолдануға запрет қойып тастаған. Олардың өздерінің WhatsApp-қа қарсы WeChat бар, Google-ға қарсы Baidu бар деген сияқты өзінің программалары бар. Ол программа тек қана Қытайда, негізі Қытаймен байланыс жасаған кезде ғана қолдану керек программамыз. Яғни айтайын деген, сіздер өздеріңіз қазір күнделікті өмірде қолданып жүрген байланыс құралдарымен біз байланысамаймыз. Біздер байланысамыз. WeChat-пен білеміз, WeChat-ты. Білмейтін кісілер бар ма? WeChat программасы WhatsApp сияқты, бірақ WhatsApp-тан 20 есе артық. Мына WeChat-та сіз Китайға барған кезде WeChat-ыңыз болса, сіз уже банкіңіз қолыңызда тұр деген сөз. Одан кейін переводчигіңіз қолыңызда тұр деген сөз. Одан кейін Skype-ыңыз қолыңызда тұр деген сөз. WhatsApp-та ондай мүмкіндік жоқ, негізі. Ақша аудармайсыз WhatsApp-пен. Мынау ыңғайлы өте. Одан кейін OneWalk деген мессенджер бар, байланысатын. Play Market тартуға болады, бірақтан сіз мынаны ресерч жасамайсыз. Мынау OneWalk-қа 1688-бен байланысқан болу керек. 1688 ресерч жасаған кезде барып сіз OneWalk-қа ресерч жасай аласыз. Ал WeChat-қа ресерч жасауға болады. QQ деген программа бар. QQ-ға да сіз тура солай Қытайда регистрациясы керек болады. Қазақстанда регистрация жасалмайды. QQ деген электронды почта, бізде Mail.ru, Gmail деген сияқты программалар бар. Осындай бағдарламалармен біз байланыса аламыз. Мына жерде ешқандай WhatsApp, Instagram, және ВКонтакте деген сияқты программалар жоқ. Қолданылмайды ол жақта, рұқсат жоқ. Сайтқа кірмейді, доступ жоқ. Одан кейін сіздерге сұрақ, Қытаймен бизнес жасау үшін қанша ақша керек? Қанша миллион ақша керек? Қалай ойлайсыздар? 10 миллион? 10 миллион. 10 миллион деп қойды жаңа. Аз ақшамен бастауға болады, Biz 10 milyon 10 миллион деп мен естідім, мен Шымкентте болған кезде 15 миллион деп айтты маған бір кісі, бір жігіт. Мен айттым, 15 миллион теңгең болса үйіңізде жатпайсыз, не істейсіз, бизнес бастап. Еш жасады дедім да. Негізі Китайда бизнес бастауға ешқандай ақша керек жоқ. Дұрыс емес па? Сіз уже нөлден бастайсыз, заттардың, зауыттардың бағасын білесіз. Сіз уже соған заказ алуға болады, посредник болуға болады. Делдал боласыз, процентін қоясыз да, делдал боласыз. Енді қараңыздар, $1 не зат сатып алуға болады Китайдан? 350-400 теңгеге не зат әкелуге болады? Жоқ, мәке, көрсетем. Жаңа айттыға 1000 штук алу керек деп айтты бір кісі. 100 штук көп алу керек емес па деп. Мен айтып отырмын специально $1 1 штук затты завод бағасымен сіздер Алматыға келеді, Алматыдан Қызылордаға қарай алдыртып алуға болады. Біздер өзіміз алып отырық, тура солай сіздерге ала аласыздар. Жағдай көп алу керек деген сұрақты алып тастаңыздар бастарыңыздан. Мынандай әйел кісілердің нелер қанша теңге тұрады? Магнитный ресурсы деп айтады. 2,5 теңге тұра ма? 3,000, 2,5, 3,5 теңге. Мынау ресурсы деген нәрсе әйел кісілер кірпіктері. Ол хит болды кезінде. Біз осылай сұранысқа ие болып отқан заттарды алып келеміз бірінші. 2,5, 3,000 десеңіздер, мына жерде бағасы міне юаньмен көрсетілген. 5-5 юань деп тұр. 5 юань. Юаньның курсы 52-де 4 қазір. Примерно 50-де есептесеңіздер 250 теңге. Мынау өте жеңіл зат, осындай зат. Келуімен салмағы доставкасы бар ғой. Доставкасымен 350-400 теңге болады. 3000 теңге 300-ге бөлгенде қанша болады сонда? Накрутка қанша есе болып тұр? 10 есе ме не? 10 есе қосылып тұр екен, міне. Осы үшін Китай таңдадық. Осыны ойладыңыздар ма? Алып отқан кезде мысалы қыз келіншектер ойладыңыздар ма? Осындай бағада сіз затты алып отырық деп. Одан кейін жарайды. Жарайды, ол енді еркектерге түсініксіз болып қалды, еркектерге. Қазір енді көреміз. Так, мынандай әйел кісілердің сумкалары қанша теңге тұрады? Бағасы? Ең арзаны 3000 теңге тұрады. Мына жерде 6 юань. 6 юаньды 5-ке өткенде 300 теңге болады. Мына да жеңіл зат, салмағы 300-400 грамм. 400 теңгеге келеді максимум. 3000-де 400-ге келгенде қанша болады? 9 ба? 8 есе примерно. 7-8 есе наценкімен қосуға болады. Ала адам 3000 теңгеден довольно өкетеді былайша айтқаныңыз. Бірақтан өзінің бағасын білмейді ол кісі, дұрыс емес па? Осындай міне заттар. Мынау міне сайттар тұр міне. Ішкі нарықтың сайтында тұр мен бағалары. Осы затты даже барғаннан кейін сайтқа кіріп іздеп көрсеңіздер болады. Бұның бәрі ешқандай неміс сурет ештеңе емес. Міне мына жерде енді сұрақ болуы мүмкін, сапасын қалай тексеруге болады? Мынау бағасына сапасы сай ма деген сияқты. Енді мына жерде міне сайтта арнайы олар 20 жылдан бері экспортқа товар шығарып келе жатқанын, оның бәрі жүйеге еніп қойған нәрселер. Сіздер заттарды шетелдерден Қытайдан алдыртқаннан кейін шетелдерге сіздер уже тексеріп алуларыңыз керек болады. Енді Китайға барамайсыз ғой. Сол себепті олар уже оны жүйеге кіргізіп қойған. Мына жерде байқасаңыздар жылыш жатыр, міне.
5 жұлдыз тұр. 5 жұлдыз деген ол уже 5 жұлдыз деген ол сапасының жаңағыдай сапаның жоғарылығы деген сөз. Одан кейін 4096 деген цифраны көріп тұрсыздар ма? Ортасында тұрған. Одан кейін 3268 деп тұр. 3268 деген ол отзывтар. Клиентті алған адамдардың. Бұл жерде бір жақсысы, сіз егер мына затты алмасаңыз, сіз отзыв бере алмайсыз. Заказ берген адам ғана отзыв айтылады, анау жұлдызшаға баға қойылады. Енді заказ берген адамды ешкім мәжбүрлей алмайды, маған жақсы отзыв бер, сапасын жақсы деп қой деп айтамайды. Клиент недовольный болса, заказ бере алмай қойсаңыз, қайттан қайтарып жібере аласыз. Клиент егер недовольный болса, клиент оны ешкім мәжбүрлей алмайды. Маған жоқ дейді, кәдімгідей жазып тастайды, ана жұлдызша, бір-ақ жұлдызша болып қалғаннан кейін ол завод автоматически өшеді. Түсінікті ғой? Тексеріп алуға болады. Но бұл тек қана бір-ақ жол тексерудің, формально. Одан бөлек жаңағыдай видеозвонок жасауға болады, Китайда адамдар жібертуге болады деген сияқты. Егер үлкен заказ алып қатты қорқып жатсаңыз, мысалы, адамдар жібертуге болады, немесе видеозвонок жасап Китайдың кәдімгідей 500-600 адам кәдімгі жұмыс істеп жатқан, сіздің затыңызды құрастырып жатқан, сіздің брендіңізбен көріп отыруға болады, ақшаңыз бермей-ақ тегін. Түсінікті ғой? Сондықтан ондай сапа жағынан тағы да ойларыңызда сұрақ белгі болып қалса, оны алып тастасаңыздар болады. Біз өйткені өзіміз істеп жатқаннан кейін. Обратно салып жіберіп, затты қайтармай-ақ та обратно салдыртып алуға болады. Оның жолдары бар. Затты қайтармай-ақ, Китай мынау завод, мынаның обороттарын көретін болсаңыздар, айлық обороттар 1,5 миллион долларда. Ал сіз мысалға даже 500 штук заказ берсеңіздер, ол 500 штук Китайға ол ештеңе емес. Кәпек, клиент маңызды оларға. Олар клиент маңызды. Репутацияға жұмыс істейді. Мынау жұлдызшаға жұмыс істейді. Түсінікті, клиент недовольный болып оценка бір баллдық жүйемен беретін болса, олар затты қайтарып бере салады. Жарайды, бізді комментарий өшіп тастаңыз деген сияқты болып істейді. Ақшаны қайтарып береді кәдімгідей, адал. Бізде алсаң ал, алмасаң қой деп тұратын саудагерлер бар ғой. Оларда ондай емес. Олар дос болады, жақсы. Жарайды, жалғастырайық. Мынандай балалардың аяқ киімдері қанша теңге тұрады? Енді еркек кісілерді білу керек, енді балаларыңыз бар. 3400 теңге тұра ма? 5000 теңге тұрады. 5000 теңге тұратын болса, так, 7 юань. 7 юань деген 350 теңге, мынау ауыр зат емес, жеңіл, 450 теңге келеді. Қазақстанға дейін бір штук 450 теңге келеді. Бізде андай не бар, балалардың киімдері қымбат жүреді, қандай логика сәйкес жүретін білмеймін. Андай өйден біз қазақтарда балаларын қатты жақсы көреді, сосын қымбат сатқан затты бағасына қарамай ала салады. Китайда ондай түсінік жоқ. Киімдерде, кішкентай балалардың киімдерде, курткаларда барлығы осындай кәдімгідей қалай арзан, солай арзан. Бізге келген кезде қымбат кетіп қалады кәдімгідей. Орда ондай түсінік жоқ. Бізде негізі жанды жерден ұстап ала ма білмеймін ғой енді. Міне 7 юаньнан осыны аяқ киімдер. Мына жақта да тұр міне бағалары, заттардың. Міне жұлдызшалар тұр, и отзывтар тұр. И телефонмен видеозвонок жасауға болады. Осындай заттарды бір штукадан бастап сіздер аласыздар. Одан мынандай курткалар. 7000 ба мынандай куртка. Астына себестоимость шығарып қойған екен міне. 31-ді 50-ге өткен кезде 1500 теңге болады. Доставкасымен міне 1 килограмм куртка 2385 теңге, мынау таза себестоимость до Алматы есептелген. Мына бәрі уже есептеліп қойған. Жарайды, қазір мына жерде шыққан цифраға мән бермейміз. Мынандай курткалар қанша теңге тұрады? 6,5 мың, 15 мың теңге тұра ма? Детский куртканы 22-ге алдым мен. 15 Енді мои соболезнования деп айтайын ба, не деп айтайын. Жоқ, детский куртка ол ештеңе емес. Кеше Шымкентте 250 мыңға мен кеше ғана кредитке ноутбук алып едім деп маған келді ғой бір жігіт. 250 мыңға қазір ноутбук көрсетемін сіздерге есептеп. Жарайды. Мынандай курткалар ше. Примерно 12-13 жарайды, жақсы. Мынандай бар ше. Олар енді примерно 17-18 мың. Куртка сатумен сататын кісілер бар ма? Куртка сатумен. Мен ішінен боқтап отқан шығарсыз деп па? 48 юань, 2000, міне 2000 теңге болса, келуімен Алматыға дейін есептеліп тұр, доставкасымен. Мынандай курткалар ше. Қалыңдаулар 30 мың бола ма мынандай курткалар? Мәссаған. Ескі базарда арзан сатады заттарды. Ең арзан қанша теңге тұрады мынау енді? 15 мың теңге ма? Ескі базарда? 18 мың, 20 мың деп қысқына. 17 мың, 12 мың
астанада естелерде басталады. Магазиндерде 35 мыңнан, ал арзан бағада 15 мыңнан басталады. Мынау Алматыға келу бағасы. Алматыға, бізде онлайнықтар бүкіл Қазақстанға қарап отыр. Алматыдан, айтайын мен айтайын, Алматыдан басқа қалаларға бойынша логистика бойынша жіберуге болады. Бізде логистикалар фурамен кетеді. Арғы қазір онлайнықтар қалай себеп сөйлейсіз, мысалы Атырауда отыр, Атырауға қанша теңге келеді деп сұраған болуы мүмкін ғой. Атырауға қарай, мысалы Ақтау, Батыс жаққа қарай килограммына заттар фуралар 120-140 теңге аралығында кетеді. Ал біздің оңтүстік Шымкентке қарай, Қызылордаға қарай 35-40 теңгеден келеді. Астанаға қарай, солтүстікке қарай килограммына 40-50 теңгеден кетеді. Семей, Өскеменге қарай 26-28 теңгеден кетеді. Килограммына фуралар. Пойызбен емес, ешқандай автовокзалдан емес. Сондай логистер бар, арнайы барахолға келеді заттар. Бүкіл Китайдың заттары бірінші барахолға келеді. Алматы бойынша. Одан кейін бүкіл Қазақстан бойынша тарайды. Сол жерде уже пятактар бар, КамАЗдар тұрған фуралар. Заказ бойынша бүкіл 16-17 облысқа кетеді. Бізде сол бізге де жақсы болады, бүкіл магазиндерге заттарды солай фуралармен саламыз килограммына. Арзанырақ шығады. Солайдан уже есептеп алсаңыздар болады, жаңағы онлайнықтар бізді көріп отқан. Так, примерно көрдіңіздер, көздеріңіз ашылды бағаларды. Үйлеріңізде бағаннан кейін өздеріңізге ұнаған заттарды іздеп көрсеңіздер болады. Жаңағыдай косметика ма, білмеймін, кім қандай нәрсемен айналысады. Көйлек па, жаңағы әйел кісілердің білмеймін ғой. Таобаоға да 18-де кіріп көріп қарасаңыздар болады пока. Әлде де естеп қойсаңыздар. Енді жарайды, басқа тема, бұдан да қызығырақ. Кантонская выставка деген естуіңіз бар ма? Білесіздер, жақсы, тамаша, керемет. Кантонская выставка деген көрме бар, міне. Экспо естуіңіз бар ғой? Экспоға неше күн кетті аралауға? 2 күн жетті ма? 2 күн жетпей алмай не? 4 күн кетті ма сізге? Негізі максимум 2 күнде аралауға болады деп ойлаймын. Мен шаршамай жүретін болсаңыз 7-8 сағатта не экспо? Экспоны айтып отырмын. Енді анау эксподан 4 есе үлкен выставка мынау. 4 есе үлкен. Жылына 2 рет болатын Кантон көрмесі. Бұл көрме қазір 124-шісі болып жатыр. Гуанчжоу қаласында Кантон өзенінің жағасында болады. 4 есе үлкен эксподан. Бұл көрменің атауы негізі жалпы Қытай бойынша ғана емес, әлем бойынша үлкен сауда көрмесі болып табылады. Сауда көрмесі жылына 2 рет болады, күзде және көктемде. Жәрмеңке, бұл жәрмеңке дегенде бұл кәдімгі жәрмеңке емес. Бұл бүкіл әлем бойынша, әлемде ең бірінші не зат нарыққа шығады, сатылымға туылады былайша айтқан кезде. Сол тауар осы жерде қойылады. Новинкалар. Мысалға электросамокат деген көріп жүрсіз ма? Қызылорда келді. Электросамокат осыдан 2015 жылы 119-шы выставкада қойылып кеткен тауар. 2015-тен бастап сіз егер мына выставкада болған болсаңыз, сол кезден бастап сіз бірінші болып Қазақстанға, Қызылордаға келуіңізге болатын мүмкіндігіңіз бар еді. Бүкіл заттар XS деген iPhone шықты, XS. Солардың бәрі осы неде қойылады. S9-да осы неде қойылды выставкада, Кантонский выставкада. Жылына 2 рет 3 миллионға жуық адам барады бір выставкаға. Бір жылда 6 миллион адам кіреді. Енді бұның күштілігі күшті, бірақтан өкінішке орай, СНГ-дан 100 мың адам баратын болса, сол 100 мыңның бір 4-5 ғана қазақтар. Қалған 99.995-і орыстар мен украинецтер барады болған. Бізде солай ғой барады да, одан кейін олар өздері сатады, мемлекеттерін сосын бізге наценкамен 20-30 есе қосып сатады. Ана Боби рюкзактар, Боби рюкзак деген білесіздер ғой. Антивор деген рюкзактар сатылды солайдан. Осы хит болып шықты. Бізге сайтпен сатады, 20-30 есе қосып. Сосын қаймағын жинап алғаннан кейін барып біз уже қазақтар сол орыстардың көшіріп әкеледі да бізге сатады, бағасы сындырып сатады. Қазір ол Боби рюкзактар 5 мың теңге сатылып жатыр мысалы Қазақстанда. Міне, не үшін мысалы біз өзіміз барып сол ақпараттарды әкеліп бармасқа, бізде өкінішке орай қазақтарда ондай ақпаратта қызығушылық жоқ па, оны білмедім енді. Кантонская выставка барған кезде ешқандай қазақ кездестірмейсіз. Редко ол көріп қалу. Білең орыстар мен украинецтер жүреді негізі. Жалпы шетелден барлық азаматтар бар, бірақ СНГ-ден в основном орыстар мен украинецтер барады. Міне мынау Кантонская выставканың іші, мынау фазасы 3 фазаға бөлінеді. Жалпы барлық новыйдан шыққан, жаңадан шыққан электроникалар міне бірінші фазасына қойылады. Жаңағыдай не деп айтатын едім, дрондар, самокаттар деген сияқты барлығы осы фазада көрсетіледі. Енді мына жерде міне әр заводтың представительдері осындай белгілі бір шаршы метрді алып алады өздеріне, 10-12 метр квадратты. Сөйтіп өздерінің заттарын бір штук пробныйдан әкеп қойып қояды, сыртқа келген адамдарға көрсетеді. Мынау көрмеге Қытайдың азаматтарына кіруге тыйым салынған. Қызығы, сырттың азаматтарына кіруге тегін. Қазақстанға баратын болса кіру тегін, сізді құшақ жая қарсы алады. Наушниктер деген сияқты, міне Beats деген сияқты наушниктер осылай көрмеде көрсетіледі. Енді мына көрмені біздер аралауға уақыт жетпейді негізі. Өзі 15 күн болады негізі. Уақыт жетпейді, біз барған кезде сіз баратын болсаңыздар, ана фазаға представитель кірдіңіз ба мысалға?
представитель кірдіңіз, зат ұнады ма, просто визиткасымен каталог алып келіп кетіп қалу керексіз. Анан бәрі заводтарды кіріп шығу үшін, аралап шығу үшін. Әйтсе қарап, анан айдап, бүйтіп ашып тұратын болсаңыз, сіздің уақытыңыз жетпей қалады. Ұнаған затты, ұнаған затты визитка және каталог аласыз, шығып кетесіз. Сосын Қазақстанға келгеннен кейін бағана айтқан мессенджерлер арқылы алдыртып алуға болады. Мына жерде заводтардың барлығы тексерілген. Мынау заводқа выставка товарын қою үшін олар үлкен конкуренциядан өтеді. Түсінікті ғой? Барлығы тексерілген, экспорт шығады, качественный барлығы гарантия береді. Минимум 1 жыл гарантиясы бар заводтардың барлығын. 1 жылдан 5 жылға дейін гарантия береді. Енді сол заводтардан мен әкелген заводтардың көрінісін көрсетейін. Мынандай не қойылды осы 2018-дің көктемінде, осы 2018 көктемінде. Мынандай Клод Доубелл деген нәрсе. Бұл домофон ғой. Сіздер мысалы үйлеріңізде болмайсыздар, үйлеріңізде болсаңыздар да, сізге звонокқа басқан адам, сіздің телефоныңыз осы домофонмен байланысады, интернет арқылы телефоныңызда интернет болу керек. Байланысқан кезде, сіз басқан кезде сіздің телефоныңызға адамның видео камерамен көрінісі көрінеді. Сіз жұмысыңызда отырсаңыз да, мысалы отырасыз, Қазпоштадан бір адам келіп тұр посылка. Есікті ашасыз, есікті ашпайсыз, немесе көшіне тастап кете сал деген сияқты айта аласыз. Болмаса жаңағыдай үйіңіз үлкен болса, арғы тамда түкпір тамда жатасыз да, ашып жібере саласыз есігіңізді деген сияқты. Осыдан нәрсе шықты. Мынау енді Құдай қаласа бізге бір 4-5 жылда келеді деп ойлап отырмын мен. Келген жоқ, мынау зат 2018 көктемде шықты. Астанаға да келген жоқ. Астанада Хайвел деген үй бар, корейский технология, ода да жоқ әлі. Соткамен қазір бар бұндай басқан кезде, олар тек қана жаңағыдай есіктің қасына келу керек, телефоннан шығып тұрады жаңа видеосы. Ол есіктен алып тұрады. А мынау дистанционный, сіздің телефоныңызға келеді. Сіз жұмысыңызда отырасыз, кілтіңіз ұмытып кеткен, мысалы досыңыз немесе күйеуіңіз, әйеліңіз деген сияқты. Есікті ашып жібере саласыз, болды. Видеомен көріп отырасыз сіз. Бұл бір. Енді мына нәрсе шықты. Бұның бағасы 10 мыңнан басталады негізі доллармен. Доллармен тұрады бағалар. 129 мыңнан. Кім сатып отыр, украинец сатып отыр ма? Енді Қазақстанда ол нәрсе жоқ. Украинец сатып отыр шығар. Енді 2018 көктем ғой, ол 7-8 ай өтіп кетті ғой. Уже орыстар әкеліп, айттым ғой, орыстар әкеледі да 20-30 қосып сатады, қаймақтарын жинап алады. Сосын барып біз әкеліп келеміз, оларға жемей оны. Мынандай нәрсе шықты. Мынау міне терезенің ішін сыртын вакуумды пылесостап жуатын өз тряпкасы бар құрылғы. Бұл енді жаңағыдай үлкен ғимараттар болса да, міне терезелердің мысалы 9-шы этажда тұрып терезенің сыртын сүртуге қиын ғой. Сондайларды біз өз сүртуге болады. Осы зат шықты міне. Мынау көрмеген зат болғасын мен алып алдым әдейі. Мына жерде міне сайты тұр айтпақшы. ecovax.com адрес тұр міне. Шунжоу Жаншу деген провинция Қытай мемлекеті деп тұр міне. Адрес дейін барлығы тұр. Осыған сайтына кіріп хабарласуға болады, негізі почтасын жазуға болады. Нүкті ғой? Міне барлығы шын. Мынандай нәрсе шықты. Мынандай нәрсе мынау nail painting machine. Мынау әйел кісілердің саусақтарына маникюр жасауға арналған құрылғы. Маникюрді қалай жасайды? Сіздің кез келген соткаңыздағы немесе телефоныңыздағы немесе жаңағы компьютеріңіздағы суреттерді саусағыңызға басып береді. Сіз өзіңіздің соткаңызға передний камераға түссеңіз ба, мысалы суретке, соны саусағыңызға. Сіз немереңіздің суретін саусағыңызға жапсырып алуға болады, моментально. Мынау нәрсе мен гарантия беремін, бұл әлі келген жоқ. Біз сән салондарына апарып көрсетсек па деп жатыр. Қырылып қалады шығар, заказ болған келеді негізі. Сән салондарына өте жақсы хайп болады ғой, мысалы ең бірінші алып келеді, Қызылорда сән салонында ғана бар. Бәрі келеді да, жағдай. Сосын барып әкеліп бастайды. Қалай дейсіз? Жұмыс керек емес, иә. Сурет, кез келген суретті саусағыңызға басып береді. Бұның нәрсе жоқ. Мынандай көрдіңіздер ме, мысалы қыз кісілер? Жоқ, иә, қандай? Бағасы бұнда 14 мыңнан ба басталады. Ана жерде міне адрес сайты тұр, itchbeauty.com деген сайт. 14 мыңнан басталады. Так, енді доллармен 14 мың теңге. Доллар емес, теңге. 14 доллар емес қой. Мен теңгемен ғана айтып отырмын. Мынау пылесос енді, мынандай да пылесос шықты. Маған қызықты болған. Бұл пылесостың ерекшелігі міне, жаңағыдай диванның аяқтарына, немесе адамның аяқтарына тиетін кезде өзі тоқтайды да басқа бағытқа бұрылады. Соқпайды. Я, бұл бар. Бұл новинка шықты. Бұл мынау ең төмен несі жаңағыдай биіктігі жағынан ең төмен ойлап тапқандары осы көрмеде шықты. Яғни кроваттардың астарына кіреді өздері. Сондай дистанционный. Дыбысы аз, батарейкадан жұмыс істейді өзі. Пультпен де батарейкадан жұмыс істейді. Сіз жаңағыдай қолыңызға алып жұмыс істеп жүрген қажет жоқ. Міне сайты бәрі тұр. Сунчжоу қаласы Жаншу провинциясында. Суретке түсіріп алсаңыздар болады. Презентация керек болса бере аламын сіздерге. Бере аламын, я. Так, енді келесі. GPS сағат деген естіліңіз бар ма?
Q90 деген түрлер бар, қол сағат, GPS сағат деген жалпы естімеген сіздерге айтайын. Балаларын алып береді жаңағыдай ата-аналары. Сосын мектепке келген кезде жаңағыдай баласын қай жақта жүргенін көріп отырады, звондай алады деген сияқты. Баласын жоғалып кетпеуіне енді не істейді. Алаңдаған ата-аналар сөйтіп алып береді. GPS сағаттан кейін арасына 2 жыл салып GPS аяқ киім деген шықты міне. Ол балалар кейбірлер енді сағаттарын тастап кетуі мүмкін, шешіп. Мысалы қол жуатын кезде, суға түсетін кезде деген сияқты. Жоғалтып алып, біреу тартып алуы мүмкін. Мынау GPS аяқ киім. GPS аяқ киім, баласы GPS сағат тұрғанын білмейді аяқ киімде. Ата-анасы ғана біледі. Мына жерде міне көрсетіп тұр. Bluetooth-ден жұмыс істейді. Местоположение, одан звондалынады и дауыс шығады. Балаңыз мысалға сағат тастап кетуі мүмкін, бірақ аяқ киім ешқайда шешіп кетіп қалмайды ғой, жалаң жүрмейді ғой. Тастамайды. Оны ешкім аяқ киім тартып алмайды. Білмейді өйткені, сағат бар екен. Енді мынау даталы жаңағыда не ғой? Қауіп жағынан телефондарыңыз өтініш безуші. Ja, телефондар безуші қойып қояқ. GPS аяқ киім не артықшылығы сол міне ұйықтап қалған кезде де сіз балаңыз қай жақта отқанын табуға болады, звондауға болады, дауысы да шығады, местоположениесін анықтап береді. Тек қана телефоныңызда ата-анасының телефонында программасы болу керек. Міне Fujian'да шығады, Guangzhou'да шығады. Электрондық заттар жаңа айттым иә, Shenzhen мен Guangzhou'да деп. Guangzhou'да бұл qbu.com деген сайты. Маған ұнаған заттар осылар. Кантонская выставка бізде өкінішке орай қызықпайды ақпаратқа. Мынандай электронды плита, ақылды пеш шықты. Мына жерде міне дисплей бар, өзінің ішінен кино көріп отыруға болады, жаңағыдай тамақтардың видеосын көріп отыруға болады деген сияқты істеп жатқан кезде. Одан кейін бұдан бөлек, бұдан музыка бар, одан кейін мультиварка деген нәрсе бар, мультиварка емес бұл. Не істейді, өзі мына жерде жазылған міне ағылшыншадан аударып көрсеңіздер болады негізі. Бұл автоматты түрде өзі управлять етеді тамақтың температурасын, артықшылығы. Тамақ қайнап жатса өшеді, немесе жаңағыдай қатты қызу болып кетсе өзі түсіріп көтеріп отырады. Сондай артықшылығы бар. Бұл да негізі күшті товар деп ойлаймын мен. Тоқпен. Бұлда келмеген бәрі? Бұл келмеген әлі. Келген болса келген болуы мүмкін, бірақтан білмеймін. Мен қазақтарды көрмедім, ол Кантонский выставкада жүрген. Қазақтар мен көрмегеннен келмеді шығар енді, солай ойлаймын. Мынандай нәрсе шықты. Talking pen. Мынау парақтардың бетіндегі жазуларды дыбыстап оқып беретін құрылғы. Бұл кішкентай балаларға арналған, кішкентай балалардың оқуға зейінділігін, қабілеттілігін ерте жастан дамыту үшін шығарған құрылғы. Бұның бізге таныс, өкінішке орай ағылшын және орыс тіліндегі аудармалар ғана бар. Қазақ тілінде неге жоқ? Қалай ойлайсыздар, қазақ тілінде неге жоқ? Ешқандай сұраныс жоқ емес. Ешқандай қазақ барып заказ берген жоқ деген сөз мынаған. Ақылды қалам. Иә. Біз алып келеміз мына бірінші болып. Қазақша жоқ мынаның ішінде. Қазақша бұны шығаруды ешқандай қиындығы жоқ, бір ғалым болуының қажеті жоқ. Просто сіз қазақ тіліндегі 9 бізде әріп бар ғой, өзімізге төл әріп. Соның дыбысталуын просто жібересіз заводқа. Произношениесін. Уже кириллицаның дыбысталуы бар. 33 әріп кириллицаның дыбысталуы бар. 9-ын жібересіз, 42 әріп дыбысталуымен сізге завод шығарып береді. Және ол тегін, ол сіз 9 кириллицаны бергеніңізге сіз оған ешқандай ақша төлемейсіз. Просто затты алып жатсыз дейді. Сондай нәрсе шықты міне мына нәрсе. Мысалы 2 жастағы баланы тілін шығарып жүруге болады, 1,5 жастағы баланы оқыттырып жүруге болады деген сияқты. Былайша айтқан кезде. Бағасы қымбат емес. 7000 теңгеден ба, дәулет сондайдан басталады. Мынандай аяқ киім шықты одан кейін. Үлкен кісілер біледі, аяқ жаңа не деп айтады? Аурудың бәрі аяқтарда ғой негізі. Аяқта 1000 точка бар деп айтады аурудың. Мынау жүрген кезде массаж жасайтын аяқ киім өз аяғыңызға. Сіз жүріп массаж жасап, денсаулығыңызды емдеп аласыз деген сияқты. Бұларда 13 000 теңгеден басталады. Теңгемен айтатын бағалар 13-10 000 теңгеден басталады негізі. Заказ бергенде сіз өзіңіз емес, сіз алып пайда таппайсыз. Жарайды, өзіңіз емес. Міне, мына жерде сайттар не отыр? Shenzhen'да шығады. Shenzhen'да міне flop.com деген сайт бойынша міне. Осылай міне, мынау заводтардың басқа да заттары жаңада шыққан. Осылай заттар міне шығып жатыр. Енді осындай заттар, міне мынандай караоке микрофон ойдан шықты. Бұл қойды. Бұны не үшін қойдым мен? Мынау негізі 2015 жылы 119-шы Кантонская выставкада қойылған товар. Сіздер болды ғой деп, өзі заводтан шыққан күні ертесіне алған сияқты айтып отырға. Бізге мынау 2017 октябрьде жаңа жылдың алдында күшті сатылып бастады. Сол кезде таныңыздар ғой мына нәрсені. Енді ол 2015-те октябрьде шығып кеткен товар негізі. 2 жылдан кейін келіп тұр, 2 жылдан кейін. Бағасы мынау 3800 ба, 2800-ден басталады. 2000 теңгеден ба сондайдан? Қанша 4,5 сатылса, значит 1000 сондайдан басталады деген сөз ғой. Минимум 300 деп айттым ғой. Мынау товар 2015-те шықты. Мен әдейі қойып қойдым мынаны.
міне Кантонский выставкада сайтында тұр бәрі. Шэньчжэнде шығады, Гуджан провинциясында. Тура осылай жаңа тауарларда уже 2020-дан кейін ары қарай уже келеді деген сөзін факт ретінде мен қойып қойдым. Мынау кезінде қойылған тауар осылайынан. Электросамокатта өстіп қойылған. Бізге енді келіп жатыр. Енді тура осындай негізі мына жерде мен 10 тауарды көрсеттім примерно. 68 000 түрлі тауарды біз алып келдік. Нелердің жаңағы визиткалар. 68 000 түрлі тауар бар, әлі ешкім көрмеген. Оның бәрін көрсету үшін жерге бір апта уақыттарыңыз болса, мен көрсетіп бере аламын. Ақпарат кімде болса, сол әлемді басқарады. Бұны кім айтқан? Бұны мен емес, Ротшильд деген Ұлыбританияның ғалымы 17-ші ғасырдың ортасында айтып кеткен. Осыдан 4 ғасыр бұрын ақпараттың маңыздылығы туралы айтып кеткен. Бірақ біз әлі түсінбей жатырған маңыздылығынан өкінішке орай. Бұл факт не? Осы Кантонский выставканың маңыздылығы осыда. Китайға біз тек қана осы выставкада жаңада шыққан тауарларды көру үшін ғана барамыз, а так Қазақстанда отырып, үйлерімізде отырып, заттарды тікелей заводтардан ала береміз. Түсінікті ма? Енді біздер Қытайдың заводтарымен байланысқа шығу үшін арнайы переводчик құралдар керек болады, переводчиктер керек болады. Қолданысқа. Оның біреуі translate.google.com платформасы, екіншісі vkrs.info. Мынау расшифровкасы большой китайский русский словарь деген мағынаны білдіреді. Қытайдың заводтары негізінен біреуі қытайша, біреуі ағылшынша, екі тілде сөйлей береді. Ағылшынша немесе қытайша заводтарға байланысқа шыға аласыз. Одан кейін trainchinese.com деген осы үш негізгі платформа бойынша сіздер Қытайдың заводтарына байланысқа шықсаңыздар болады. Жаңағыдай бар болғаны бағанағы заттардың WeChat номерлерін алып алсаңыздар, WeChat программасын ұсынып жасап, байланысқа шықсаңыздар болады негізі. Байланысқа шығу, сөйлесуді үйрендік енді логистика, тауарлар қалай келеді? Қазақстаннан, границасынан растаможка қалай өтеді? Қандай налогтар төленеді? Документация қалай жүреді деген сұрақтар ойландырып отырған болса, қазір айтатын боламыз. Тауардың келу жолдары, Қазақстанға жалпы қалай ойлайсыздар? Тауарлар қандай жолдармен келеді? Үйде отырып аласыз ғой. Әуе жолымен келеді. Теңізбен келеді? Теңізбен қалай келеді? Каспий арқылы келе ма? Арал арқылы келе ма? Пойызбен келеді. Әуемен келеді. Одан кейін көлікпен келеді, иә? Теңізбен келмейді, сіз қателесесіз. Теңіз өйткені Қазақстан Республикасы ешқандай мұхитпен шектеспейді. Негіз теңізбен жіберетін доставкалар бар. Иә, пойызбен, көлікпен және ұшақпен келеді. Осы үш қана жол бар біздің Қазақстанға келетін. Енді олардың бағалары осындай бағаларда келеді. Пойызбен 700 теңге, көлікпен килограмман 900 теңге, ұшақпен 2650 теңгеден келеді бағалары. Олардың бағалары жолдардың келуінің ұзақтығына қарай көрсетілген, міне. Пойызбен килограммна, иә. Бағана мысалы немене көрсеттім. Магнитный ресницы килограмм 100 грамм ғана болады. Уже келу 90 теңге деген сөз. Уақыттарына қарай, иә. Бір айда пойызбен келеді, көлікпен негізі біз 90-95% заттарды көлікпен алдырамыз. 10-12-14 күнде келеді негізі Алматыға дейін. Алматыдан ары қарай бір күнде кетеді Қазақстан бойынша. Ең ұзақ ұшақпен қымбаты 3-6 күнде келеді. Ұшақпен не үшін керек доставка қолданған? Тез, енді белгілі тезірек алудырды үшін енді бір жағынан. Екінші жағынан бізде мысалы көп адамдар келеді тендермен уақытымыз деп. Сол кезде бір зат ұтып алады, 150 ноутбук ұтып алады да, пока бір шүгін алатайық ұшақпен ана мекеме әкел көрсет деп жатыр. Сосын нормально болса ары қарай заказ бере береміз. Сондай кезде біз бір штукты пробный алдыртатын кезде тестировать ету үшін бір шүгін алдыртып аламыз заводтан ұшақпен. 3 күнде 2 күнде Алматыға келеді. Сосын ары қарай аппарат сосын қабылдайтын болса ары қарай ашықпай қалған көлемін көлікпен алдырта береді. Көлікпен немесе пойызбен. Түсінікті ғой? Сондай кезде заттың көлеміне қарамайды. Көлеміне қарамайды. Сіз Кова дейтін КамАЗ бар ғой? Кова дейтін заказ өткенде бір Шымкенттен бір сондай машина дейтін кісі сондай алдыртпақшы болды. Ондай көлеміне қалдырмайды. КамАЗбен алдыртуға болады. Кова мысалы 18 миллион теңге тұрады екен, бағасын білесіз ба? 18 миллион теңге тұрады екен, Қытайда 11 миллионға тапты сол кісі Алибабадан. КамАЗ іздеп көрсеңіздер болады. Мындай мен бағана мелочь нәрсе көрсетіп жатырмын, олар просто мен дәлелдегенге жатыр 300-400 теңге бастауға болатын. Егер сіз үлкен крупный бизнесмен болатын болсаңыз, Алибабадан сондай заттар қарап көрсеңіздер болады. КамАЗ, погрузчик КамАЗдар, экскаваторлар, тұрады заводтар. Енді заттар, міне келу жолдары. Енді ақша төлеу қалай жасалады заводтарға, біз төлем қалай жасаймыз? Заводтарға төлем жасау. Енді сіздер Қазақстаннан отырып, мысалы Алматы қаласында бір туысыңызға немесе студент балаңызға ақша аударған кезде процент ұстай ма? Шешіп алатын кезде қанша процент ұстайды?
ұстамайды. Каспий 1% ұстайды. 300 000 теңгеден артық шешетін болсаңыз, дұрыс па? Бір айдан кейін 1%. Ең минималды Каспий ұстайды 1%, ең максималды РБК банк ұстайды 2,5%. Дұрыс па? 2,5% пен 1% арасында комиссия ұстайды. Яғни не айтпағым келіп жатыр? Айтпағым, Қазақстанның ішінде ақша аударғанның өзінде ақша комиссия ұстайды. Дұрыс па? Енді Китайға ақша аударатын болсаңыздар, естественно комиссия бар. Сырт мемлекет болғаннан кейін. Ол жердің декларациясы бойынша. Қазақстанда бізде ICBC халықаралық Қытай банкі деген бар. Сол банк арқылы біз Қытайдың заводтарын заттар алуға болады. Мынау Технодомда ICBC мен алады негізі. ICBC ағылшынша ICBC. Оны енді жазатын болмай тұр. Сол банктері мынау MIG.kz деген обменный пунктпен бірге байланыста жұмыс жасайды. Осы обменный пунктта қандай курс көрсетіледі, сол курс бойынша сіз теңгеңізді, юаніңізді, долларыңызды алмастырасыз. Мына жерде міне астына салғанда екінші тұр ғой 51-5 деген курс. Мынау юанның курсы. Мынау 50-9 деген ол емес, сіз өткізетін болсаңыз 59 береді, 51-5 деген сатып алу. Яғни бағана зат 5-5 юань деп тұрды ма, сіз 51-5-ке өтіп, негізі ICBC мен перевод жасайсыз. Енді сол ICBC-дің перевод жасау комиссиялары сіз міне 10 000 юаньға дейін 4,8% комиссиясы ұстайды, 18 000 юаньға дейін 3,8% комиссия, 18 000 юаньнан жоғары 7,8% комиссия. Міне 18 000 юань деген 927 теңге. Мына жерде міне мына курсқа көйтілген. 927 теңге. Егер қараңыздар, сіздер мысалы 10 ноутбукты 1 миллионға алатын болсаңыздар, сізге 7,8% комиссиямен ақшаңызды аударып береді деген сөз. Түсінікті ғой? Енді бізде ақша төлем жасау жүйесі бар, Китаймен байланысқа шығу бар, логистиканы айттық, енді тек қана доступ алу ғана қалып тұр. Міне осындай комиссиямен біздер ақша аударуға болады. Одан кейін бренд жасау туралы. Жалпы енді қараңыздар, сіздер ойландыңыздар ма? Бізде не үшін Coca-Cola, Pampers, Orbit деп сөйлейміз? Брендтің атауымен сөйлейміз. Не үшін брендтің атауымен? Тез өту үшін емес, реклама үшін емес. Солай қалыптасып қалған, дұрыс айтасыз. Ол Pampers емес, ол подгузник. Coca-Cola емес, ол кәдімгі немене газдалған сусын деген сияқты. Брендтің атауымен сөйлейміз. Неге? Өйткені біздер ғана емес, жалпы СНГ мемлекеттері тұтынушы мемлекет болып саналады. Фактически бізде ешқандай производство жоқ. Қазір бізде күкірт завод салып отыр, ол бәрі әшейін заводтар ғой тек қана. Жалпы халыққа керекті заводтар, халық жаңағыдай мемлекет ұстап тұру үшін керекті заттарды ғана заводтар бар. Ал кәдімгі тұтынатын заттар бізде жоқ, шығаратын. Coca-Cola шығарып жатқан, мысалы, Pampers шығарып жатқан заводтар жоқ қой бізде. Брендпен сөйлейміз, тұтынушы мемлекет. Ал Китай ол өндіруші мемлекет. Енді айтпағым, Китайда сіздер өндіруші мемлекет болғаннан кейін сіздер өздеріңіздің заттарыңызды заказбен, өздеріңіздің брендтеріңізбен жасатуға ол өте оңай. Оған және ешқандай ақша төлемейсіз. Сіз алып жатқан мысалы Lenovo деген ноутбуктың сыртына өзіңіздің есіміңізді Айнұр деп жаздыртып аласыз. Ноутбугыңыз қосылған кезде де Айнұр Production деп жазып бере алады сізге. Ол ешқандай қиындық жоқ, ешқандай предоплата төлемейсіз, ақша төлемейсіз үстінен. Бренд жасату деген сол. Жалпы міне брендтеріне кез келген брендті сіз өзіңіз жасата аласыз. Бізде жүр ғой мысалға Made in Turkey деген киімдер болады, Made in Italy, Италиядан шыққан турецкий деген сияқты. Олардың барлығы емес, олардың көпшілігі осы Қытайдан шығады, заводтардың Китайдан бастап береді да, осылай келіп сол бренд сияқты жасатады. Бішкектен келген джинсылар мысалы турецкий деп айтады, Made in Turkey деп тұрады, бірақтан ол Бішкекке Турциядан келмейді ғой, Бішкек Китайдан келеді. Бішкекте өйткені Китаймен шекаралас. Сол себепті міне заттарды, осы кез келген затыңызды брендпен жасатуға болады. Ол ешқандай қиындығы жоқ. Одан кейін бізде менің Қазақстаным деген баяғыда футболкалар жүретін, қазақша ою өрнекпен, ана ойлап қаласыз, кәдімгі Қазақстанның производствосы жақсы екен ғой деп. Бізде шығады екен ғой деп, бірақ олай емес. Оның барлығы мен өз көзіммен көргенмін, кәдімгі қазақша ою өрнекпен жасап бере алады. Ол ешқандай немесе домбыранды сіз заказбен өзіңіз керекті мысалы бар, ақылды қоян деген көрдіңіздер ма? Қазақша сөйлейтін балаларға ақылды қоян бар. Сосын не бар тағы да? Қазақша сөйлейтін ойыншықтар бар, бал-бала деген ойыншық бар, Қыдырәлі Болмановтың. Ол да просто сіз ол кісі заказ береді, заводқа өзінің өлеңдерін береді, өзінің дизайнын береді, сосын Китай оны құрастырып береді. Болды, басқа ешқандай не жоқ. Оны ешкім Қазақстанда құйып оны ешкім ұтпайды. Жасатуға болады. Құйып ұтпайды, өйткені ол бір жағынан бізде завод жоқ, екінші жағынан біздің шығарған заттар ол Китай конкуренцияға түсе алмайды. Китайда жұмыс күші арзан. Мысалы, есептеп айтқан кезде бір күнге олар 800 теңге дейін 12-13 сағат жұмыс істеуге дайын. 400-500 теңгеден бастап жұмыс істей береді. 12-13 сағат бойы. Қазақстанда ондайға ешкімді әкеле алмайсыз жұмысқа. Сол себептен арзан. И ешқандай жерге аренда төлемейді.
Енді міне мынау Китайдың негізгі зауыттарының көрінісі мына жерде 500 бен 1000-ның арасында жуық адам бір затты шығарумен айналысып жатыр. Бір ғана зат. Біреу мысалы жабыстырып тұрады, біреу тік тұрады, біреу коробкаға салып тұрады деген сияқты әркім өзінің қызметтері бар. Заттар осылайынан тез шығатын осыдан. Одан кейін брендтің күшін айтайын сіздерге. Брендтің күшін елестетіп көріңіздер. Технодомның пауэрбанктерін көргенсіздер бар ма? Сіз ғана көріңіз. Технодом пауэрбанк деген кәдімгі сотканы зарядтайтын құрылғы, иә, үлкен апалар бар. Сол Технодом пауэрбанктері тұрады. Сыртында технодом.kz, телефондары тұрады, горячая линия деп тұрады, адрестері тұрады деген сияқты. Былайша айтқанда жарнамасы тұрады. Енді қараңыздар, сіз мысалға сол өзіңіздің брендіңізді тура солай шығардыңыз, бір пауэрбанкке немесе бір затқа. Мысалы мышкаға деген сияқты. Сол мысалға пауэрбанкке шығардыңыз, өзіңіздің сайтыңызды, өзіңіз телефоныңызды, мысалы кілемдеріңізді сатып жатқан арзан бағада деген сияқты. Сол пауэрбанкыңызды алған адам, сатып алған адам зарядка қояды, мысалы бір отырысқа бір достармен кездесуге барды кафеге мысалға, иә. Барды да бір жағына зарядка қойды, телефон орта қойып, Инстаграмға кіріп телефонға. Екінші досы келді, күтіп отқан. Ол да екінші жағына қояды. Сөйткен кезде 7-8 адам жиналады. 7-8 адам жиналып отырып көрді. Уже ана жерде сіздің жаңағыдай рекламаңызды 7-8 адам көрді деген сөз. Яғни сіздің затыңызды сатып алған адам сіздің тегін реклама беруші адамыңыз болып кетті ана жерде. Түсіндіңіз ба? Брендтің бір ғана мен күштілігін айтып отырмын. Сіз тегін ана пауэрбанк неше жыл жұмыс істейді. Сонша жыл бойы анау адам сіздің тегін маркетологыңыз болады былайша айтқан кезде. Ол бір ғана мысалы. Енді бізде мысалы Қызылордада қандай не бар? Супермаркеттер бар. Магнум деген сияқты бар ма бізде? Сырдарияда бар ма? Сырдария смол бар, смолды пакеттер бар ғой сыртында тұрған. Оқыдыңыздар ма? Маркетинг, оның бәрі нейромаркетинг деп айтады. Ол да бренд. Бізде сондай өзіміздің пакеттерге сыртына магазиндің адрестерін, телефондарын жазып сатайын деп жатыр. Жаңағыдай зат салып бересіз, уже ана адам көзге сіз өзіңіз еріксіз оны уже сол смолдан зат алу керек екен деп бізге миыңызға нейрон барып тұрады негізі. Ананы сіз оқысаңыз да оқымасаңыз да. Өйткені көп адамдар сондай пакетпен зат алып жатыр. Оның бәрі сондай маркетинг. Сондай сияқты өзінің құдіреттіліктері бар. Тура солай сізде мынау жаңағыда Манганың сумкаларына, Адидастың сумкаларына өзіңіздің логотипіңізді жабыстырып тура солай сапада әкеле аласыз. Бренд туралы. Өзіңіз сататын нәрсеге өзіңіз. Иә, оған ақша төлемейсіз. Көп адам ойлайды, ақша төлеу керек шығар деп. Единственное условие олардың сіз айтатыны тек қана минимум 20 штук немесе 50 штук алу керексіз деп айтуы мүмкін. Өйткені ана жерде қанша адам жұмыс істеп жатыр, сол адамдар сіздің брендіңіз бойынша жұмыс істеп тұрады ғой былайша айтқан кезде. 1 штукке бола ол жұмыс істемеуі мүмкін. 20 штук, 30 штук айтуы мүмкін. Мен пакет заказ берсем, иә? Болады. Біз уже беріп жатырмыз. Мен пакетке ақша төлеймін да, жазуына ақша. Иә. Ол мысалы негізі Китайдан келетін товар, кез келген товар Қазақстан шекарасына өтетін кезде товарный знак деген бар. Товарный знак болмаса шекарада өткізбейді. Мысалы адам туылған кезде ат қойылмай қалмайды оған. Тура сол сияқты зауытта шыққан кезде аты болу керек. Ол жерде атына жазылатын краска уже себестовлище кіріп кетеді. Ол жерде пакеттің атында Джуи Лонг деп жазылған болуы мүмкін мысалға. Сіз просто сол жерде жазуды өзгертесіз. И так сол жерге кетеді красканың орнына сіз өзіңіздің атыңызды қойып тұрасыз. Иә, қосымша шығын жоқ. Сол себепті сіз оған ақша төлемейсіз. Енді мысалдар көрсетейік. Мысалдар көрсетіп жібер Айбек мырза. Мысалдар жаңағыдай бағана айттық заттарды Баллердегі кошелек есілеріңіз бар ма? Баллери. Баллери, иә? Ең бірінші апар. Қай жақтан көрдіңіз? Саттыңыздар, иә? Баллердегі хит болғаннан кейін мен специально алдым. Енді сол Баллери деген кошелекті іздеген адамдар жалпы келеді да бірінші Google-ға жазады, немесе Яндекске жазады. Сосын алдынан оның міндетті түрде бірінші строкаларға сату кезет шығады. Енді астына түсіре бер, бағалары 14.990 деген деп тұр, міне. Астана сөбір. 13.000 деген сияқты бағаларда енді бұлайша бір қарап ала салатын адамға сату кезеттен алады бағалары. Екіншісін ашсам міне. Женский түрін таңдадым. Міне 7,5 мың теңге, орта есеппен 7,5 мың теңгеге мен алады бір адамдар. Мен специально осыны қойып қойдым. Суретке де мән беріп отырыңыздар міне. Сурет, осындай сурет. Одан кейін OLX. Одан кейін уже ақшасын үнемдегісі келген адам шамалы. OLX-қа барады. Мына қымбат екен, сату кезет OLX-тан көрейін дейді да. OLX-та ашқан кезде алда міне орта есеппен бағасы 5 мың теңге. Бағасы түсіп барады, иә? Өзгерді. Одан кейін уже компьютерден хабар бар кісілер, мына мен AliExpress-тен өзім бағасын ала салмайын ба деп ойлайды да, AliExpress ашады. AliExpress-те 524 па қаша? 567 рубль. Так, беске өткенде 2,5 мың теңгеге примерно доставка бесплатно деп тұр мына жерде ше. 2,5 мың теңгеге алады. Осы жерден ол кісі ақылды сезінеді өзіне, өзінің бағасына алып отырмын деп ойлайды. Бірақ бұл жақтың өзіне тауарлар 18 немесе Алибабадан келіп сатады зауыттар.
Енді AliExpress емес, Alibaba'ны ашайық, 16.88-де міне бағалары 13 юань, 17 юань. Бағана 2,5 мың теңге еді AliExpress'те, 17 юань деген қанша? Примерно 850 теңге. Дұрыс па? Так, я ашсал соны. Міне 19-да 5 юань. 19-да 5 юаньнан тұрады. Енді осы заттық себестоимость шығарайық. Бағана 14 мыңнан бастап 19-да 5 юаньға түсті. Бірақ бұл заводта тұрған бағасы Қазақстанға, Алматыға келу бағасын шығарайық. PowerPoint ашып. Себестоимость шығарайық. 19-да 8 юаньнан есептедік біздер. Міне нан басасын. Так, 19-да 8 юань Валерий кошелегі ішкі жеткізу. Яғни заводтардан бірінші Қазақстанға зат жеткізіп беруші складтарға барады, тегін доставкамен. Одан кейін 4-8% комиссия, одан кейін 52 теңге юань курсы, одан кейін Алматыға дейін жеткізу фурамен 900 теңге. Салмағы 200 грамм, бір штук затқа, 1000 штук зат емес, бір штук зат. Енді есептейік, 19-да 8 юаньға ішкі жеткізу қосамыз да, оған 4-8% комиссияны қосқан кезде 20-да 75 юань шығады ақша аударуымен. Енді 900 теңге за килограмм, 0,2 килограмм затқа көйткен кезде 180 теңге шығады. Міне, мынау зат 7000 километрден Гуанчжоудан Алматыға дейін Қорғасқа келеді, Қорғастан 276 километр КамАЗбен келеді, 7,5 мың километрден 180 теңге келеді. Мынау өзі. Егер сіз өзіңіз баратын болсаңыз, 800 плюс 180 теңге төлейсіз осы затқа. Енді былайша грубый расчет есептеген кезде түсінікті ғой, сіз бармай-ақ ала аласыз. Енді есептейік, 20-75 юань оны теңгеге айналдырып, оған заттың доставкасын қосқан кезде өзіндік құны міне 1259 теңге шықты. Мынау таза себестоимость до Алматы. Қызылордаға дейін бір 1350 теңге болады шығар максимум. Міне, бағана енді қаншадан көрдік? Сату кезетте 14-тен көрдік. Сонда накрутка 1000% маржа деп айтады, 10 есе қосылып тұр. Мынаны енді алған, қаншадан алған кісілер бар ма? Алып көрген осы затты. Или айтқыларыңыз келмей қалды ма қаншадан алғандарыңызды? Жарайды. Енді электросамокат деген нәрсе қанша теңге тұрады бізде Қызылордада? 130 мың теңге тұра ма? 120 мен 160 ортасында тұрады бағалары. Әрқайсысы бағасы әртүрлі. Ең қымбат бренд Xiaomi-дікі 32 мыңнан 32 мың теңгеден болса маған көрсеңізші, мен сізден 1000 штук сатып алайын. Сіз нені айтып отырсыз ба андай? Гидроскутер айтып отырсыз ба? Гидроскутер емес, электросамокат. Электросамокат ашып Айбек мырза. Электросамокат деген тоқпен жүретін, келесі. Тоқпен жүретін мотоцикл, я. Міне, мынандай. 75 мың теңге де бар ма? Осындай нәрсе негізі. Технодомда 130 мың. Негізі 75 мың теңге деген баға мен көрмедім. Алматыда, Барахолкада даже ондай. Қазақстан бойынша ең арзан жер Барахолка болса, Барахолкада ондай баға көрмедік біз. Біз тендер өткен кезде бүкіл жақты көре саламыз ғой бірден. Мен ондай баға көрмедім. Міне осы нәрсе электросамокат деген апа. Түсінбей отқан болсаңыз. Енді осы затты сіз айттыңыз 160 мың. Екінші нәрсе. Міне, характеристикаға байланысты міне 630 бен юаньнан басталады. 630 юаньды 5-ге өткен кезде қанша болады? 31 мың. Енді мынау доставкасымен келуімен Алматыға дейін бір 50 мың теңге болады максимум. 20 килограмм деп айта салсақ мысалға да. Бәрі бар. Айран сұрамасаңыз болды, айран шығармайды енді олар. Барлығы бар қалған заттар. 50 мың теңге тұрады мына зат. Примерно айтып жатырмын мен осындай, сіз жаңа айттыңыз 160 мыңнан. Енді барлығымызға түсінікті болсын, мысалы апалар түсінбей отқанша электросамокаттарды. Жалпы барлығымыз үйімізде компьютер бар, иә? Ноутбук бар енді. Көріп жүр болмаса, ноутбук болмаған кісілерде мысалы. Бытовой техниканы есептеп көрейік ноутбуктерді. Соны тек қана өзімізге ғана емес, соны тендерге байланысты өстік. Тендердан хабар бар кісілер қолдарыңыз көтеріп жүрсеңіз, госзакуп деген нәрсені. Жалпы вообще тендердің мақсаты не екенін білетін кісілер бар ма? Қазақстан Республикасы бойынша мемлекеттің атынан тендерлер ойнатылады негізі. Ол тендерлердің бірінші мақсаты, негізгі мақсаты бюджеттің ақшасын үнемдеу. Яғни затты кім арзан бағада әкеп беремін дейді, сол жеңімпаз болады да, соған ақша бөлінеді. И сол одан пайда көреді негізі. Ол заңды. Одан екінші мақсаты сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу үшін ойнатылады. Тендер деген сол негізі. Жалпы түсінік. Енді тендерді кім ұтады? Кім арзан? Ең арзан баға қай жақта? Ресейде ма не? Қытайда ғой. Ең арзан баға Қытайда. Енді сол ноутбукты госзакуп деген портал бар. Үшінші нашар,
Госзакуп деген портал бар, міне. Gossakkup.gov.kz. Мынау ресми Қазақстан Республикасының порталы, тендерлер ойнатылатын. Иә, бұны барып көрсеңіздер болады үйлеріңізден. Енді осы, мынау, міне, номер объявления 2801-520 да 1. Сөзіме дәлел болсын деп айтып отырмын, Асқар Рүстемов. Осы номер объявлениемен іздеп көріп, мен айтқан нәрсенің шын емес екенін бар көрсеңіздер болады. Асқар Рүстемов. Міне, мынау ноутбукты алдым мен специально. Ондағы заявка берген 45 мың теңгеден 4 штук ноутбукқа общий сумма 980 мың теңгеге беріп жатыр. Мен енді тендерші емеспін, бірақтан біз Китайдан зат әкелгеннен кейін не үшін сол тендерді бізде отбасыға деген ниетпен қазір ойнап жатыр. Бізде командада 6 адам бар жалпы. Енді 4 штук ноутбук 980 мың ойнатып жатыр. Енді мына жерде мен специально, мына жерде 245 мың деген бағаны қай жақтан алды? Тендерға затты қоятын кезде негізі мемлекет мекемелер затты нарықтың бағасынан алады. Аспаннан әкелмейді, Қытайдың заводтарынан шықпайды. Жалпы халық арасында қанша сатылып жатыр, сол бағаны қояды. Значит, мына ноутбук технологияда 245 мың деген сатылып жатыр деген сөз примерно. Магазиндегі бағаны қоя салады. Даже кейбіріне характеристикасы сол сайттарда тұрған характеристикасын алып қоя салады. Енді осы ноутбукты мен арнайы әдейі міне осыдан неше 2 апта 3 апта бұрын ойнатылып кеткен тендерді көрсетіп жатырмын. Тендершілер болса білет, мынау тендер әлі ұтылмаған болса, оны тендершілер болса білет, оны қандай бағада әлі ұтылғаны, ұтпағаны белгісіз ғой деп айтпау үшін мен специально ойнатылып кеткен тендерді көрсетіп жатырмын сіздерге. Түсінікті ғой? Мынау 3 апта бұрын ойнатылып кеткен тендер. Қандай бағадан ұтып алды, сосын сіз одан арзан бағасын әкеліп бере аласыз ба? Визуализация болсын деп әдейі. Әлі баға шықпаған емес, шыққанын алдым. Енді осыны характеристикасын ашайық. Технический характеристикасы бойынша біз әкеп беру керекпіз. Мына жерде міне номер лота тұр. Дұрыс па? 28-00-520. Осы тендердікі ғой. Дұрыс қой. Енді астыға түсер. Міне 4 штук ноутбук, астыға түсер характеристикасы көмек. Міне. 4 штук ноутбукты ойнап жатыр. Характеристикасы бойынша бізге мынау бүкіл характеристиканы білудің қажеті жоқ. Бізде ноутбукпен айналысатын, нешесі ноутбукпен айналысатын адамдар бар командада. Олар іздейді ноутбуктың процессорын қарайды, одан кейін диагональ дисплейге қарайды. Осы екі критерий адамның жаңағыдай басы болса болды, қалған қол аяқ деген сияқты нәрселер, кроссовер деген сияқты ғой. Диагональ дисплей 15,6 дюйм, процессор Core i5. Осы екі критериймен сіз заводқа шықсаңыз, қалған нәрсенің бәрін кроссовер береді. Кроссовер бермесе де ол стандартында болады өзінің. Машина алған кезде мысалы, болады. Машина алған кезде айнасын, жаңағы креслосын бөлек сатып аласыз деп өтпейді сізге. Бәрі болады, бампері деген сияқты. Енді сол ноутбукты іздеп көрейік. Core i5 және 15,6 диагональ. Мен Alibaba платформасын алдым, специально арнайы ағылшыншасын. Міне, Alibaba платформасында 15,6 тұрма, міне, 15,6 инч, 15,6 диагональ дисплей, Core i5 лаптоп. Дұрыс па? Тендердің міндеті характеристикамен сәйкес болу керек, немесе жоғары болу керек, төмен болу керек. Мынау даже Core i7-да болу мүмкін. Core i5 15,6. Завод міне тексерілген. Заводтың паспорт деген нәрсе болады, міне. 4 жылдан бері экспортқа шығарып жатқан Қытайдың фирмасы. Дұрыс па? Оборот мына жерде 92 транзакция жасалған. Мына жерге дәулет апарып жібер мишкаңды. 92 транзакция. Так, мына жылшыш Алтай. Соңғы 6 айда мына жылш оңға қарай. 20 мың долларға 92 транзакция жасалған сенімді завод. Мына жерде бағалар ойдан алынған деген емес. Бағасы тұр, міне 1 штуктан бастап 165 доллардан алуға болады деген сөз. Егер сіз 1 штук алатын болсаңыз, минимальный ордер. 1 штук алатын болсаңыз 165 долларға алуға болады. Одан көбірек алсаңыз, бағасы 140 долларға дейін түсуі мүмкін. Бізге 4 штук керек. Бірақ біз 165 доллармен есептей береге. 160-тан да алуға болады, 155-тен де беруге болады мысалы бізге. Бірақ 165 есептейік. Астына қарай түсер. Енді астына қарай түскен кезде техникалық түсір. Техникалық характеристикасына жылшыр қайтан. Так, міне, техникалық характеристика бойынша салмағы тұр міне. 1,5 килограмм. Ол өзінің салмағы. Бірақ біз оны коробкаға саламыз, скотчтаймыз, максимум 3 килограмм деп алайық. Жарайды, артығымен ала берейік. Итак, арзан ғой бағасы. 165 доллар деп алдық, 3 килограмм салмақ. Енді слайдты ашыр. Келесін аш. Так, міне ноутбук 165 доллар. 270 юань, 4,8% комиссия, салмағы 3 килограмм. Доллардың курсын мен қазір алдым, 358 365 деп алғым. 4,8% комиссиямен есептеген кезде 172-де 94 доллар комиссиямен шығады бағасы. Оған 900 теңге за килограмм 2700 теңге болады, 7000 километрден Алматыға дейін келуі шекарадан өтіп. Мынау 900 теңге деген қай жақтан шыққан цифра десеңіздер айтайын. Мынаның 450 теңгесі растаможкаға налогқа төленеді,
Одан кейін сол қалған 450 теңгесі ішінде бұның бензин расходы бар, шопырдың айлығы бар, сол складтың арендасы бәрі осы ішіне қойып қойған өздері. Бұл біздің қойған емес, олардың берген ценасы. Так, 172.94-ті міне 365 деп алдым доллардың курсын. Оған қосамыз 2700. Себестоимость 65.823 теңге шықты до Алматы. Так, Core i5 ноутбуктен хабар бар, жігіттер бар ма қыздар? Core i5 15.6 диагональ дисплеймен қанша теңге тұрады бізде? 150 мың теңге тұрады ма? Ана жерде тендерде 245 мың беріп жатыр. Значит, ол бір технодомнан алып қоя салған, иә? Минимум 3 есе арзан тұрады, 2 есе 3 есе арзан тұрады. Енді қарайық, тендердің результатын көрсет бағана. Вот. Жоқ, енді статистиканы алып тұр ғой 245 мың деген. Ана кісі айтады 150 мың алуға болады деп. Дұрыс қой. Енді результат, міне 28.00 520 осы ғой. Астыға түсе бер, міне 4 штук ноутбук 980 мың теңгеге алып отыр, 11 фирма қатысқан, асыға түс. Все болды, тоқта. 11 фирма қатысқан, міне жеңімпаз ИП Әбілқадырова неше мың теңге ұтып алыпты? 169 мың теңгеден ұтып алған бағасын. Мен специально ойнатылған тендерді алып отырмын. Ойнатылмаған емес, протоколын көру үшін. Так, бағана 65 мың теңгеден шықты, 160 мың. Мына жерге сіз бірге бір қойып 130 мыңға қатыссаңыз, мынаның бағасын сындырып тастап ұтып алады мысалға. Біз өкініп қалдық, мынаны көрмей қалдық, негізі кеш көріп қалдым мен. Өзімізде қатысарық. Не үшін өзіңіз қатыспайсыз деп айтып ойлап отырған болуы мүмкін. Иә. Так, бірге бір қойып сіз сындырып тастап отырсаңыз, бір ноутбуктен 65 мың көрген кезде 240 мың теңгедей примерно ұстауға болады деген сөз. Мынау адамдардың берген бағасы, көрдіңіздер, 249, 217. Мынау Қазақстанның ішінде іздеген адамдар негізі. Қазақстандан сіз ондай арзан баға таппайсыз. Мүмкін мынау кісі Қытайдан іздеп әкеліп, примерно 3 есе маржаға ойнатқысы келді. Сіз 10 та сындырып тастауға болады. Міне 10 адам қатысса, көрдіңіздер, 9 адам Қазақстан бойынша іздейді, Қазақстан бойынша арзан баға таппайды олар. Өйткені Қытайдан зат алып келе алмайды. 10 адамның біреуі ғана сізге конкурент болады. Иә. Енді примерно көрдіңіздер қанша теңгені ұтып алуға болады. Жарайды, сіздер енді тендермен айналыспай қойыңыздар. Жақсы. Егер басымыз ауырады, оны үйрену керек дейтін болсаңыздар, тендермен айналыспай қойыңыз. Жарайды, бизнеспен де айналыспай қойыңыз, бірақ та сіз 240 мың теңгеге ноутбук алып жатқаныңыз кезде ойлану керексіз, 65 мың теңге. Мына жақта тұр екен ғой. Хотя бы ақшаңыз үнемдей аласыз да, мен айттым деп жатқан нәрсе. Ақша таппай қойыңыз, бизнеспен айналыспай қойыңыз, өзіңіз білесіз енді оны. Иә, мысалы, сіз болсын, сіздің туысыңыз, танысыңыз, әйтеуір бір ертең бір оқуға түскен кезде болсын, бір ноутбук алады ғой, немесе бір телевизор алады, сол кезде уже көресіз 400 мың теңгеге алады, мысалы, плазменный телевизор, Wi-Fi мен Smart TV деп. Соның бағасын жәмен көресіз сайттардан 150 мың теңгеге шығып тұрады. Сондай кезде сіз уже Китайдан әкеліп, просто ақшасын үнемдеттіріп беруге болады. Той, слайдты ашып сал. Маржа 400%, 4 есе бағамен тұр. Түсінбедім. Алибабадан через Алибаба арқылы платеж жасауға болады ма? Алибаба арқылы платеж жасауға болады. Western Union дейтін бар, Китайдың ICBC екі банкпен жасауға болады. ICBC-де комиссия арзан, Western Union-да комиссия көбірек. Мен специально арзанын әкеліп жатырмын сіздерге. Сол айтайын деген, мына жерде міне ертең бір әйтеуір бір ноутбук керек болған кезде, сіз уже үлкен магазиндерден жаңағыдай наценкамен алғанша, хотя болса заводтардан алуға болады. Біреу болса да, жаңа шығып тұрды ғой, минимальный заказ 1 штук басылады деп. Көріңіз, $165. Мынаны даже 4 штук алған кезде $140 алуға болады. И 3 килограмм емес, 4-еуінде бір упаковкасы алған кезде, мынадан да арзан аз шығуы мүмкін. Салмағы аз шыққаннан кейін, бағасы аз шыққаннан кейін, мынау да арзанырақ болады. Бұл 58 мыңға дейін түсіп кетуі мүмкін. Мен максимум есептеп жатырмын әдейі. Түсінікті ғой? Енді шамалы көздеріңіз ашылды ма? Факттарды көрсетіп сіздерге. Енді біздің мақсат не? Мен мына жерде не үшін тұрмын сіздердің алдарыңызда? Не үшін Алматыдан келдім осы жаққа? Біздің мақсат шығындарыңызды азайтып, пайдаңызды өсіру. Бизнесі бар кісілер болатын болса, бұрын соңында Барахолкіден әрі кетсе Қорғас, одан әрі кетсе Үрімшіден алып жатқан кісілер болатын болса, заводтардың ол емес екендігін көрсетіп, көздеріңіз ашқын келеді, шығыныңызды азайтып, ақшаларыңыз үнемдеуге болады. Енді біздер бизнес бастау кәсіпкерлік мектеп атынан болғаннан кейін, осы Жас Отан және жастар ресурстар орталығымен байланыс жасау арқылы біздер бір курс үйретеміз. Жалпы бизнес бастаудың Қазақстан бойынша номер 1 мектеп, бизнес кәсіпі бар кісілерді, кәсібін дамытуға, кәсібі жоқ кісілерге кәсіп аштыруға көмектесетін 1 мектебі. Біздер де сол кісілер сияқты бір курс үйретеміз. Енді жалпы не үйретеміз? Біздер Alibaba.com платформасын 1,5 миллион заводпен қалай байланыс жасауға болады үйретеміз. Одан кейін міне Қазақстанда ешкім доступ ала алмайтын 1,7 миллион заводпен байланыс жасауды үйретеміз. Одан кейін бренді тауып алуға да регистрация жасаймыз, қалай сөйлесу керек.
Кантон көрмесіндегі 68 түрлі жаңа тауарларды береміз біз сіздерге. Новинкамен айналысқым келеді дейтін кісілер болса. Одан сөйлесу, саудаласу өнерлері. Сөйлесуінде өзі өнерлері бар. Китай саудаласуды жақсы көреді. Сіз қалай саудаласасыз? Мысалы мен сізге бір мысал келтірейін. Сіз затты алып отырсыз, жаңа ноутбукты алып отырсыз. Сіз айтсаңыз жаңа ноутбук, сіздің конкурентіңізде арзанырақ қой десеңіз, жарайды, досым, сіз маған өзіңіздің бағаңызды айтыңызшы дейді. Жарайды, сіз қаншадан сұрайсыз деген сияқты. Саудаласудың бір ғана өнері. Бағаны түсіруге болады солайынан. Мынаны аласың. Қытай банктер арқылы зауыттарға ақша аудару. Қытай банктер арқылы ақша аударуға біз счеттарымызды сіздерге беретін боламыз, пайдалануға. Одан кейін шекарадан зат өткізу, растаможка, документация қалай болады? Таможня оформление қалай жұмыс істейді? Зауыттармен байланысқа түсу, мессенджерлер. Одан кейін зат алдыру мәселелері бойынша. Одан кейін логистика, одан кейін тендер туралы бағыттаулар. Біздің мақсат, негізгі мақсат тендер туралы өтеміз. Біздің мақсат Китайдың зауыттарынан заттарды өз бағасын алдыртып алу. Арғылай уже біз өзіміз тендерге қатысқан сияқты сіздерге де тендер туралы бағыттау береміз. Біз Нұрлан Байділда емес, біз басқамыз. Біздің бағыт Китаймен бизнес тек қана. Той, шатастырмаңыздар бізді деп жатқаным ғой. Енді біздер курс оқытамыз. Курс бізде қашан басталады? Қызылорда облысы бойынша мен арнайы өзім Қызылордаға келем. 7 ноябрь күні басталады. 7 қараша күні біз курс оқытамыз. Басталады. Курсты жалпы бастан аяқ мен өзім жүргізетін болатын уақыттары міне 7-8 және 14-15 күндері болады. Мына курста негізінен қандай ақпараттар айтылады? Бұл курста 7-8-14-15 күндері теориялық бөлімдер болады. Теориялық бөлімдер 5 сағаттан 20 сағатқа созылады. Арғылай уже 15 күндік практика, ол уже мен сіздерді қастарыңызда болу міндет емес, мен басқалардан ноутбукпен, телефонмен онлайн түрде заттарыңызды қолдарыңызды алып, істеп, ескеп көргенше зат Қытайдан қалай келеді? Ең бір шартыңыз мынандай болып келеді екен ғой, упаковкасымен деген сияқты. Зат алғанға дейін уже 15 күндік практика. Бұл жерде айтайын дегенім, сіз уже сабақтарға келуге міндетті емес. Теориялық бөлімдерде болсаңыздар болады. Мына бәрін мен өзім жүргізетін боламын. Теорияда не айтылады? Теорияда жаңа айтқан нәрселер айтылады. Иә, дос балаңыз. Трансляция істеп тұр ма? Платный болады. Бұл тегін емес. Бағасы қазір көрсем. Так, енді бағасы. Сабақтарды одан кейін YouTube сілтемесі арқылы онлайн көруге болады екен. Жаңағыдай айтайын деген бірінші айтайын қазір. Сіздерде кейбір адамдар болады. Мен 9-ға жұмыс істеймін, болмаса ночный режимде істеймін, проводникпін деген сияқты. Ол кісілер YouTube-пен көруге болады, негізі ыңғайлы қылып. Бізде трансляция бар, бүкіл жағынан жағдай жасалған. Курстың құны Қызылорда қаласы бойынша офлайн деген, мен осы жақта өзім жүргіземін. Офлайн түрде 70 теңге, онлайн түрде бізде онлайн бойынша бүкіл Қазақстан бойынша көріп отыр. Онлайндықтарға 65 теңгені құрайды. Курстың бағасы. Мынау аздан ба, қымбат па? Қымбат, иә? Қымбат. Жарайды, қымбат болса сіз 250 мыңға ноутбук ала беріңіз енді. Енді осындай бағада көрсетілген. Онлайн түрде осындай. Сол күндері болады. Кейін оқитын болсаңыз онлайн сілтемемен сіз ыңғайлы уақытта көруге болады. Одан кейін бағалар осылай көрсетілген. Так, слайд жауып қалды. Бір күн оқытасың ба сен? Одан кейін жаңа бағана уақыттар көрсетілген жоға, байқадыңыздар ғой? Уақыттар көрсетілмеген. Уақыттар не үшін көрсетілмеген? Уақыттар себебі әр адам қалай айтады? Біреу таңертең, біреу түсте деп айтып отырса, соған қарай біреу түнде десе, мен түнде де уақыт бере аламын дегенде. Сіздерге қалай ыңғайлы болады, сол уақытқа қоямыз. Жұмыстан кейін. Теориялық сабақ. Я, біздер уже қазір сіздер Қызылордаға қарай 11-ші поток болады. 11-ші поток біз 327 ма, сондай адамнан аса адам оқытып тастадық. Менің YouTube каналыма кіріп іздеп көрсеңіздер болады негізі. YouTube каналына тыңдаңыздар. YouTube деген программа бар, youtube.com деген программа. Елбос Қуанышбекұлы деп қарасаңыздар болады. Біздің сабақтарды, жалпы оқытықтарды деген сияқты адамдар қандай результатқа жетіп жатыр. Бизнес бастаумен бірлесіп. Қымбат деп ойлап отырсаңыз жарайды. Егер ертең сіз ойланып, жалпы осы Китаймен бизнесті оқитын шешім қабылдаған кезде 1 жылдан кейін ба, 10 жылдан кейін ба, сіздер Қазақстан нарығында жұмыс істеп жатқан адамдарға, қандай адамдарға баруларыңыз мүмкін. Демокафактың курсы. Демокафак.ру. Демокафактың курсына украинец Қазақстанда курс жүргізеді. 1 миллион теңге тұрады. Мынау сайттан алып тұрмын мен, сайтындағы наценкасы. Адамдар барады осыған, қырылып, Алматы Астана қалаларынан қырылып барады. Орыс тіліндегі адамдар көбінесе барады. 1 миллион теңге тұрады. Одан кейін екінші кімге баруыңыз мүмкін? Кирилл Кафтаник. Мынау Москвич. china.sonmax.com деген сайт тұр. 456 теңге. 456 теңгеге де адамдар барады қырылып. Одан кейін Нұрлан Байділданы танисыздар, иә? Нұрлан Байділдада Руслан Иван деген жігіттер бар.
білесіздер иә, соған барады орыс тілінде адамдар. Оны көрсе қанша? Қазір қымбаттап кетті негізі. Қазір 189 мың естіген мен, 138 мың теңгеден сол курсқа барады. Егер сіздер ертең ойланған кезде кімге баруларыңыз мүмкін. Одан кейін енді тағы да қымбатты ойлап отырсаңыз, әлде де бірінші тапсырысыңызда курстың құнын ақтап ала аласыз. Бұны сізге мен гарантия бере аламын. Сіз өзіңіз алайында жүрген телефоныңызды алып алсаңыз да, былайша айтқан кезде бизнес жасамай ақтап алуға болады. Зато сіздің біліміңіз өмір бойына қалады. Сіз өз досыңызға, балаңызға, туысыңызға деген сияқты үйретіп айта аласыз уже. Сіз де өз курс сатып алуға аласыз. Түсінбедім, сұрағыңыз түсінбедім. Сұрақтар соңына. Енді біз үйрететін мәліметтер Google-да және YouTube-та жоқ. Google-да жоқ, YouTube-та жоқ. Мысалы сіз айтайын, сіз бір магазинге барасыз, бір шуба алуға, иә, киім алуға. Сіз айтсаңыз, ана сіз қай жақтан алып отырсыз, мен сол жақтан алайын деп едім десеңіз, сізге айта ма? Өзім бағасын ала қойын деп айта алмайшы десең айтпайды, иә. Сол сияқты мәліметтер осы үлкен платформаларда негізі жоқ. Енді біздер тағы да 160% кепілдік береміз. Егер сіз біз айтқан нәрселерді біз істемей, сіз заттарды сондай өзінің бағасын ала алмасаңыз, біз сіздің ақшаңызды 2,5 есе ақшаңызбен қайтарып бере аламыз. Оны біз бүкіл Қазақстан бойынша онлайнда да сіздердің алдыңызда да міне айтып тұрмын, міне. Маған осы айтып едіңіз ғой деп айта аласыз. Одан кейін курс арқылы сіз не істей алатын боласыз? Дүкендер аша аласыз, бізбен серіктес боласыз. Біздің жаңағы Қырғызстаннан, Өзбекстаннан серіктестер бар, тура сол сияқты сіздерде серіктес бола аласыз. Одан кейін ақшаңызды үнемдеуді үйренесіз наконец-то. Одан кейін өзіңізге дүкен ашып алуға болады. Дүкен ашу деген қалай? Дүкенді интернет магазинде ашуға, одан кейін басқа точкаларда ашуға. Дүкен ашу дегенде бізде Жаңаөзеннен бір баласы бар, әйел кісі оқыды. Ол кісі интернеттен көйлекпен айналысты, әйел кісілердің жаңағы вечернее платье дейтін сондай нәрселерін сатумен айналысты. Сатумен болғанда сонымен айналысты. Ол кісі сондай кеш көйлектен бір 15 мың теңгеге сатып алды. Сосын тұрды да 30 мың теңгеге не істеді? Сатты, мен де сатты деп ойлағам. Бірақтан ол көйлекті прокатқа беруге болады екен ғой. Прокатқа алады екен ғой әйел кісілерде. 30 мың теңгеге прокатқа берген кезде мен таңылдым. Мен сол нәрсе ғана мен есіне алайын, қазір бірден миыма сіңіп қалды, сол айтып отқам сіздерге. Прокатқа беруге болады екен. Сөйтіп сол сияқты сіздерде интернет магазин енді жалпы көйлекпен айналысу міндет емес, өздеріңіздің бағыттарыңызға қарай айналыссаңыздар болады. Өзіңіздің брендіңізді жасай аласыз. Одан кейін динозавр тауып алып, динозавр деген компьютерден хабар жоқ заттарын Қорғас Үрімшіден алып отқан, Бархолган алып отқан, кісілер қымбат бағада алып отқан адамдарды тауып алып, арзан бағада зат әкеліп беруші поставщик, посредник боласыз. Одан кейін ең жоқ дегенде өмір бойына затты қалай өз бағасын алу керек екенін үйреніп аласыз. Қытай тілін білмей-ақ делдал аласыз, затты Қытайдан 50 теңгеге болсын, мен бағана 350 теңге деп көп айтып жүрмін, 50 теңгеге болсын затты алдыртып ала аласыз. 50 теңге заттар бар. 50 теңгемен бастауға болады деген сөз. Мен гарантия бере аламын осыған. Тендерге қатыса алатын боласыз. Тендер бойынша бізде айтылады, Госзакуп тендер KZ деген сияқты порталдарға регистрация жасаймыз. Одан кейін уже тендердің жалғыз міндеті затты характеристикасымен арзан бағаға тауып әкеліп беру ғой. Оған бір ешқандай юрист, бухгалтер болуың қажет жоқ. Просто регистрация жасасаңыз болды. ЭЦП кілт аласыз, регистрация жасайсыз. 4 күн аз болмайды ма? 4 күн ешқандай аз болмайды. Біз уже 300-ден аса адам оқыттық. Аз болмайды. Білмесек дополнительно сұрай берсек. Иә, бізде 60-тан асқан апа оқыды, ең үлкен. Одан кейін 14 жасар 7-ші класс сынып оқушысы оқыды. Апа оқыды 60-тан асқан. Сол апамен біз әлі телефонмен сөйлесіп тұрамыз. Бір зат немересе ойыншық заказ берсе бізге звондайды. Өзіне бір киім керек болса бізге звондайды. Әлі заказын уже біз арқылы береді. Детально, иә. Так, енді бонустар бар айтпақшы. Қытайдағы қоймалар бар, біздер қолданып отқан 5 қалада склад бар. Шэньчжэнь, Иву, Гуанчжоу, Үрімчи, Сиянь қалаларында бізде өзіміз арендада отырған складтар бар, магазиндері, зат жеткізіп беруші. Сіздерге де склад керек болады. Ол складтардың міндеттері заттарды Қазақстанға қарай жеткізіп беру. Қазақстанға қарай жеткізіп беретін лицензиясы бар складтар. Сіздер заттар ертең Китайға барған кісілер білесіздер, 2 штуктан артық зат әкеле алмайсыз. Бір брендтің 2 штугын әкеле алмайсыз, 2 штугын жоғары алмайсыз. Сотка әкелдіңіз ба 2 штук, 0 алдыңыз ба 2 штук. Таможня декларация бойынша сізде лицензия жоқ. Одан жоғары зат алсаңыз, сіз уже контрабандист боласыз. Ал мынау складтар, сондай лицензиясы бар. Бір лицензия 50 миллион теңге тұрады. Сол лицензиясы арқылы 1000 штуктан болса да сіз қанша штук керек, сондай штукты затты әкеліп ала аласыз. Сондай складтарды біз тегін береміз қолдануға. Біз өйткені өзіміз атап отырмыз, сол складтарды біздің адамдарға да әкеліп беруге. Одан кейін біздің 15 филиалдардағы қоймаларды тегін қолданасыз. Бұл енді бізде мысалы Жаңаөзен, Ақтауда бір әйел кісі болды. Турцияға кетіп қалды. Бірақтан заты сол біздің магазиннің ішінде тұра берді. Ол магазинде біз өзіміз аренда етіп отырмыз қой. Сол сияқты сіздің де затыңыз сол складтарда тұра бере алады. Астанадағы, Алматыдағы деген сияқты. Сіз егер болмай қалып қалада деген сияқты сол кезде біздің қоймалар тұрады. Енді бұл да кішігірім бонус. Тексерілген логистикалық компанияларды береміз. Банкпен төлем жасап беруге счеттары қолдануға болады біздің.
Қазақстанның азаматтары тіркеліп байланыс жасай алмайтын Қытайдың ең арзан сайттарына кірудің жолдарын үйретеміз. Былайша айтқан кезде доступ алып береміз әр адамға жеке-жеке. Зат жоғалу, шекара мәселелері деген сияқты форс-мажор ситуация болатын болса, біз жауапкершілікті мойынға ала аламыз. Яғни зат жоғалып кету деген сияқты болса, біз ақшаларын қайтарып бере аламыз заттарын. Яғни логист компаниямен бізде договор бар, логистер біздің затымызды жоғалтпай әкеп беру керек. Зат жоғалса, біз логистерден аламыз ақшасын и жоғалған заттың иесіне қайтарып бере аламыз. Өзіміздің тұрақты түрде зат алып отырған зауыттар бар, бізде 700-ден аса заттың түрі бар. Сол заттардың контактілерін бере аламыз. Бізде ноутбуктер бар, электросамокат, телефон деген сияқты, телевизор аларамыз, тендерге байланысты, яғни картридждер келеді біз заказ. Сол сияқты зауыттар бар, тексерілген. Солардың біздер өзіміздің заттарымыздың контактілерін бере аламыз. Сіздерде біз сияқты затты өзінің құнына ала алуға мүмкіндік болу үшін. Сөйлесу скриптілерін береміз, қытайша, ағылшынша дайын. Бағана переводчиктерді қолданбай-ақ, мына жерде скриптілермен сөйлесуге болады. Скрипті деген дайын жазылған сөздер. Мен сіздің затыңызды қызық тұрмын, маған 20 штук беріңізші, дастапкысын тегін жасап бересіз ба деген сияқты дайын сөздер бар, қытайша, ағылшынша. Ана переводчиктердің көмегі болмай қалуы мүмкін. Соның бәрін бізде жүйеленіп қойған заттар, не сұрақтар қойылу керек, товар сыртына қандай кодтар ұрылу керек, адрес қай адреске жеткізу керек деген сияқты сұрақтардың барлығы дайын. Соларды бере аламыз. Одан кейін біздің WeChat жабық топтарымызға тіркеле аласыз, тіркеп береміз. Өйткені бұл жерде маңыздылық закрытая группа ғой, закрытый чат, WeChat, WhatsApp сияқты. Бұл чаттарда мысалы бізде бірінші потокта оқыған кісілер мысалы ноутбук заказ берген болса, мысалы 4-5 ай бұрын сіз қосылатын болса, сіз жаза аласыз. Маған ноутбук керек еді, кім заказ берді. Сосын анау 5 ай бұрын заказ берген завод, мен мынау заводтан мен алғам, сапасы жақсы екен деген сияқты. Пайдалы ақпараттар тұрады осы жерде. Кантонская выставканың жаңадан келген ақпараттарын біз саламыз. Қазір бізде кантон көрмесінде достарымыз жүр, сол жақтан жаңа тауарлардың суреттері бізге жіберіп жатыр. Сол сияқты заттарды біз осы чатқа жаза аламыз. Тендермен айналысатын адамдарға инвестор бола аламыз. Мен өзім жеке тендерге қатыспаймын. Біз команда құрдық, мен инвестор боламын, өзім 6 адам бар бізде. Егер тендершілер болатын болса, істеуге болады бірге. Мынау енді адамдар бізде оқып кеткен. Қырғыздар да бар, өзбектер де бәрі де оқиды. Одан кейін барлық сұрақтар бойынша осы телефон номерлеріне хабарлассаңыздар болады. Құрметті онлайндықтар, офлайндықтар. Енді курстың құны әлі де қымбат деп ойлап отырған кісілер бар ма? Так, онда бағаны мен қанша теңге деп айттым? 65-70 теңге деп айттым. Ол кісі курсы қазір 120 мың теңге болды. Сол кісі бізге айтып отыр, курсын құнын қымбаттату керек деп. 70 мың болды, 2 ай оқыдық. Енді қараңыздар, курстың құны қымбат деп ойлап отқан кісілер болатын болса, мен қазір моментально скидка жасап бере аламын, өзім атынан, ол бізде планда жоқ еді, жігіттер. Курстың құны қымбат болатын болса, мен қазір егер қазір оқимын деп задат қалдыратын болсам, мысалы Дәулет мырза бізде ұйымдастырушы, соған задат қалдыратын болсаңыздар, мен 15 мың теңгеге скидка жасап бере аламын. Бағана қанша дедім? 75, 65 дедім ба? 15 мың теңге, сонда 60-та онлайнықтар үшін 55 мың ба? 50 мың теңге. Скидка жасап бере аламын, ол өзінің атынан 15 мың теңге ғана. Егер бүгін түнгі сағат задатыққа 1000 теңге қалдырсаңыздар болады. Бізде қазір Батыс Қазақстанда 1 сағат кеш болады, міне. Астана уақытымен түнгі сағат 1-ге дейін деп айтайын, бізге оларға ыңғайлы болушы. Түнгі сағат 1-ге дейін егер де онлайнықтар оқимын деп шешсеңіздер, мына телефон номерлеріне хабарласып, задат қалдыратын болсаңыздар, 15 мың теңге скидка менің атымнан болады. Жазып қоя саласыздар ғой. Оқимын деген кісілер болатын болса, мына номерге хабарлассаңыздар болады, немесе задат қалдыратын кісілер болатын болса, Дәулет мырзаға жолықсаңыздар болады. Енді сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Бағана сұрақ қойып жатқан. Оқу 2 апта 4 күн болады. Негізі аптасына 2 реттен телефон номер қойып қойса Дәулет. Аптасына 2 реттен 2 апта болады, 4 күн болады. Арғай уже практика. Сізде қандай сұрақ? Мысалға, заказ бердік, ақшасын бірінші салып жібереміз. Мысалға, көп мысалға, интернеттен заказ береміз да, ала алмай қалып, ақша да жоқ, заттар жоқ. Машиницалар. Ондай бар. Гарантияңыз бар ма? Оған біз айттым ғой, гарантия береміз деп. Біз уже 17 қала магазин ашқаннан кейін уже қанша бізде оборотта заттар бар. Оның бәрі өзіміз істеп жатқаннан кейін ол вообще болмайтын негізі мелочь сұрақтар. 160% қайтарып береміз дедіңіздер. Сонда біз сіздермен договорға отырамыз ба, қалай ол? Дәлелдейміз, сізде оқып, сондай нәрсе алып. Договорға отырамыз, договор керек болса договорға отырамыз, нотариуспен болса нотариуспен, қалай ыңғайлы солай. Одан кейін жаңа айттым, сіз заказ беруге, мен айтпағанмын. Заказ беру үшін сіздер заводқа бірінші ақша салу керек боласыздар, міндетті түрде. Өйткені завод сіз білмейді ғой, танымайды. Заводқа ақша бермейінше зат бермейді. Енді қараңыздар, бағана айттым мен, ноутбуктер мысалы қалай? Ноутбуктердің бағасы 240 мыңнан тұрды, 65 мың теңге себестен шығардық. Бұл жерде не істеуге болады? Сіздер 130 мың теңгеге сататын болып клиент табасыздар мысалға. Сосын айтасыз клиентке, алайын деп тұрған 130 мың теңге тұрып, міне, мына жақта технологияда 245 мың теңге тұр.
давай маған 50% бер қазір, 50% зат келгеннен кейін берем деген сияқты, ақшасын бересің деген сияқты болып. Сосын 50% сіз Қытайға аударып жібересіз, зат келеді, зат келгеннен кейін уже сіздің 50%-іңіз маржаңыз болып табылады. Солай істеуге болады. Ана кісінің қолында тұрады да. Иә, болады істеуге. Басқа қандай сұрақтар? Міндетті емес. Сұрақ қойылады ана жақта. Тыңдайық. Болады. Проблема емес. Зауыттарда барлығы бар. Китайда жоқ зат жоқ мына жақта. Басқа қандай сұрақ? Енді сұрақ болмаса, анау тағы да Жас Отан жастар партиясы және жасөспірімдер ресурсы орталығына алғысымызды білдіреміз, бізді шақырып жатқанына. Одан кейін алтын уақыттарыңызды бөліп тыңдап келгендеріңізге рахмет, көптен көп. Жақсы, сұрақ, соңғы сұрақ. Не дейсіз? Жәрмеңке көктемде және күзде, қазір 15 қазан 4 ноябрь күндері арасында болып жатыр Китайда. ИП ашу керек емес, ешқандай ИП то ашу керек емес. Сабақ қай жерде болады? Сабақ ол айтылады. Бізге береді өзі. Бізде ең